Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян, және бұл шынайы уақыт арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. Ол ажалмен бетпе-бет келген нағыз тозақтың ішінен аман шықты. Туған ауылына оралып, қартайған анасын құшақтап, сүйген жарының маңдайынан иіскеу үшін әскерден қайтар күнді сарыла санады. Бірақ ол жат жердің талтасында қан кешіп жүргенде, нағыз жауыздар өз ауылында тайрандап жүреді. Бала кезден бірге өскен, бір нанды бөліп жеген достары, шен таққан сатқынмен ауыз жаласып, бөтеннің дүниесіне көз алартты. Олар қарақшыдай үйіне басып кіріп, бейбақ анасын аяусыз өлтірді. Ал уыздай жас қалыңдығына істеген зұлымдығын айтуға адамның тілі бармайды, бойды үрей билейді. Жергілікті билік пен заң оның көзіне бадырайып қарап тұрып, істі жылы жауып қоя салды. Қандықол қарақшылар ауылдың қарапайым жігітін оңай сындырамыз деп ойлады. Бірақ олар бір маңызды нәрсені ескермеді. Соғыстан ешкім бұрынғы қалпында оралмайды. Заң сатқындардың сөзін сөйлеген жерде қарапайым адамға не істеу қалды? Ажалмен бетпе-бет келген жауынгер мынау әділетсіздікке мойынсына ма, әлде өз заңын орната ма? Бұл оқиғаның немен аяқталғанын естігенде төбе шашыңыз тік тұрады. Ескі пойыз дөңгелектерінің бір қалыпты тарсылы оның самайында ауыр ырғақпен соғып тұрды. Жаңбыр жуған бұлыңғыр керезенің артында ұлан ғайыр, дала мен қаңырап бос қалған бекеттер артта қалып жатты. 90-шы жылдардың соңы. Адам өмірі көк тиынға бағаланбайтын, ел басына күн туған қатыгез тоқырау заманы. Вагонның төменгі сөресінде бір жігіт отыр. Құжаты бойынша жасы небәрі 22-де. Бірақ оның жанары. Оның жанарында ажалдың көзіне тіке қараған, көпті көрген қарттың мұңы жатыр еді. Асқар туған жеріне оралып келеді. Артта шешен соғысының қанды қырғыны қалды. Аргун шатқалының батпағы, оқтың ысқырығы, қарулас достарының қаны мен тұла бойын билеген үрей енді артта қалды. Ол бұл үрейді өз ішінен темірдей төзіммен өртеп жіберуді үйренген. Үстінде таза, бірақ әбден тозған әскери киім. Аяқ жағында ауыр жолқап жатыр. Оқ жарықшақтарынан қалған ақ таңдақ, тыртықтары бар қарулы қолдармен ол ескі суретті қасиетті тұмардай қысып ұстап отыр. Суреттің шеттері әбден мүжілген. Өйткені Асқар оны күн сайын ауыр ұрыс алдындағы әрбір ұзақ, әрі суық түнде қайта-қайта қолына алатын. Суретте екі адам күлімсіреп қарап тұр. Көз қиығында мейірімге толы әжімі бар қартайған анасы Нағима. Және ол. Оның аяулымы. Сүйген жігітін күтуге серт берген, жанары мөлдіреген, нәзікте ақжарқын қыз. Ол сертінде тұрды. Асқар қалыңдығының бейнесін саусағының ұшымен ақырын ғана сипап, ауыр күрсінді. Тау ішіндегі қанды қасапта өзіне қол жұмсамауға осы екеуіне деген сағыныш қана себеп болған еді. Айналасындағы тұтас взвод оққа ұшып, жапырылып түсіп жатқанда, ол тек осы екі адамды қайта құшақтау үшін ғана ажалмен арпалысып, тіршілік үшін тісімен қатып күресті. Ол ауылға бір ғана мақсатпен келе жатты. Оқ-дәрімен қанның иісін мәңгілікке ұмыту. Жаңадан монша тұрғызып, анасының үйінің шатырын жамау. Аяулымын құшақтап, оның қолын ешқашан жібермеу. Пойыз дөңгелектері құлақ тұндыра шиқылдап тоқтай бастады. Терезеден туған ауылының таныс мұнарасы көрінді. Асқар ауыр жолғабын кең иығына асты. Омырауында әлдеқашан ұмыт болған, бала кезгідей кіршіксіз, бақыт сезімі бүршік жарғандай болды. Ол туған жеріне жетті. Ол аман қалды. Ол вагон есігіне қарай қадам басты. Бірақ дәл осы сәтте оның өміріндегі ең қорқынышты, ең қатыгез соғыстың енді ғана басталып келе жатқанын ол әлі сезген жоқ еді. Бекеттің жарықшақ түскен тас еденіне табаны тигенде, Асқар дымқыл ауаны терең жұтты. Жаңбырдан кейінгі жусанның, тот басқан кемір мен көмір түтіннің иісі оны бірден 3 жыл артқа апарып тастады. Әскерге аттанар алдындағы тамыздың сол бір жылы кеші есіне түсті. Ол кезде 90-шы жылдардың бар тауқыметіне қарамастан, алда қарапайым да түсінікті, ұзақ өмір күтіп тұрғандай көрінетін. Өзеннің тік жарлаутында, ескі қайық тұрағының жанында үшеуі отырған еді. От алаулап жанып,
қараңғы аспанға қызыл ұшқындарын шашып жатты. Ортада дәм татылған қарашай мен қолдан қолға көшкен жалғыз тал темекі. Асқар, Болат және Тархан. Бір аулада өскен. Елдің іргесі сөгіліп, жоқшылық қысқан жылдары соңғы үзім нанды бөліп жеген үш дос. Олар ауылдың шетінде басқалармен қан шыққанша төбелесіп, әрқашан бірін-бірі қорғап жүретін. Бөтеннің бағына да бірге түсті. Әкенің қаһарына ұшырап, қамшыны да бірге жеді. Асқар олар үшін бір секундта ойланбастан жанын беруге дайын еді. Ол достарына өзінен де артық сенетін. Сол түні оттың сыртылымен үндесіп, арзан бұлғары күртеше киген, арық келген пысық Болат Асқардың ойғынан құшақтады. Жігіттік сезімге берілген оның дауысы дірілдеп шықты. Ол Асқардың көзіне тура қарап, досқа тән сертін берді. Асқар оқтың астында, қанды қырғында жүргенде, ол Дархан екеуі оның отбасына қорған болуға, тастай қамал болуға ант етті. Денелі, жұдырығы тоқпақтай, Дархан отқа бұтақ тастап, үнсіз ғана бас изеді. Олар ақыретке дейінгі ағайындыққа, намысқа серттесті. Сырттан жау келтірмеуге, өз адамдарын ешкімге қор қылмауға уәделесті. Болат сол кезде кеудесін ұрып, Нағима апай енді оларға туған анадай болатынын, ал аяулымның шашынан бір талда түсірмейтінін айтып, Құдайды аузына алған еді. Кімде-кім оларға қия бағып, қырын қарайтын болса, сол жерде оңбайды деп кеуде қаққан еді достары. Асқар осы сөздерді тыңдап отырып, ішінен қатты тебіреніп, бойын алық сезімі билеген. Ол қанды қасап соғысқа, көңілі тоқ, жүрегі тыныш болып аттанды. Артында сүйенер Асқар, тауындай қос бауыры, ешқашан сатпайтын сенімді ағайыны қалғанына кәміл сенді. Шіркін, сол кезде оттың түтінінен көзі ашып отырып, олардың жан дүниесіне үміле алғанда ғой. Олардың қуыс кеудесінде тамыр жайып үлгерген қара ниетті, өзінің қайраты мен мөлдір махаббатына деген іштарлық пен қызғанышты көре алғанда ғой. Ақыретке дейінгі бауырмалдық туралы сол бір айқайлап айтылған серттің қандай сұмдықпен аяқталатынын ол білмеді. Ол түні өзен жағасында тек албырт жастық, достыққа деген адал сенім, және не өз адамдарын ешқашан сатпайды деген соқыр үміт қана бар еді. Пойыз перронға жайлап жақындап келе жатты. Ал бұл уақытта ауыл шетіндегі шағын ғана жылы үйде қызу дайындық жүріп жатқан. Терезе сыртында қыздың қара суық жаңбыры сіркіреп тұр. Алма ағашының сарғайған жапырақтарына тамшылар тырсылдап соғылады. Ал үйдің ішінен жаңа піскен нанның және ескі жүн көрпелердің таныс иісі аңқиды. Қораптар мен түйіншектерге толы бөлменің ортасында аяулым жүрді. Ол Асқардың тау ішінде қойнына тығып, жылытып жүрген ескі суретіндегідей нәзік. Қолаң шашы иығына төгілген қалтын деді. Оның ботадай мөлдіреген жанарынан ерекше бір нұр шашырап тұрғандай көрінетін. Ол Асқардың ескі заттарын, тозған кітаптарын қорапқа аса бір ұқыптылықпен қастерлей жинап жатты. Нәзік саусақтарымен сипап, өз демімен жылытқысы келгендей, сүйгенінің оралар сәтін қым құрғанда, бірнеше секундқа жақындатқысы келгендей, ерекше ілтипатпен ұстады. Аяулым оны құдіретті күштей, құтқарушысындай сарыла күтті. Осыншама ауыр, бітпейтіндей көрінген ұзақ жылдары ол тек хаттан хатқа дейін ғана өмір сүріп жатқандай еді. Келе дидардан қаза тапқандардың тізімін бергенде өңі қуарып, ішінен тынатын, болашақ енесінің зәресін алмайын деп жуынатын бөлмеге бекініп алып, сүргіні тістеп, көз жасын көл қылатын. Дәрігерлер үмітін үзіп, қолды бір сілтеген сәттерде Асқардың өмірге тісімен жабысып, аман қалуына осы қыздың дұғасы себеп болған еді. Ол тек Асқармен ғана тыныстады. Жуырда ол оралады, кең құшағына қысады. Сонда мынау сұмдық үрей өмірлерінен мәңгілікке жойылады деген бір ғана үмітпен өмір сүрді. Қасында Нағима апай зыр жүгіріп жүр, Асқардың анасы. Маңдайын әжімтілген, қолдары еңбектен күс болған қазақтың қарапайым анасы. Ол бүкіл әлемнің қиындығын жалғыз өзі көтеруге дайын. Бірақ жалғыз ұлы үшін шырақта еріп кететін қайсар аналардың қатарынан еді. Нағима апай ескі хрусталь ыдыстарын газетке орап жатып,
қызарған көзінен шыққан қуаныш жасын қайта-қайта сүртіп қояды. Қызым-ау, мына алтын жекті ыдысты Асқаржанның тойына қоямыз. Ол бұны бала күннен жақсы көруші еді, деп күбірледі ол. Ананың дауысы дірілдеп шықты. Қуанышы қойнына сыймай жүр. Құдай қаласа, ертең жалғызым, көз нұрым аман есен оралады. Тәубе. Мына қиындықтан құтылып, енді адам ұқсап өмір сүреміз деп ішінен мінажат етті. Аяулым қораптан басын көтеріп, бақытты кейіппен күлімсіреді. Оның күлкісінде соншалықты бір мейірім мен үміт бар еді. Тіпті керезеден түскен бұлыңғыр сәуленің өзі жарқырап кеткендей көрінді. Ол өзінің махаббатында мүлдем қорғансыз болатын. Ақты қаралауға, тазалықты лайлауға үйренген мынау қатыгез, жалғандағы кіршіксіз таза жан еді. Қыз сусып түскен шашын жөндеп, Нағима апайдың иығынан құшақтады. Бүкіл өмірі бір ғана адамға байланған екі әйел, шаң басқан қораптардың ортасында даладағы әрбір сыбдырға құлақ түретін қалды. Олар Асқардың қадамын күткен еді. Бірақ терезе сыртындағы күздің қараңғы түнінде олардың шаңырағына мүлдем басқа, ауыр әрі қара түнек көлеңкелердің төніп келе жатқанын білмеді. Затқа толы осы бір шағын үйде ауаны тарылтып, демді қысатын бір тылсым нәрсе бар еді. 90-шы жылдары адамдардың оннан із-түссіз жоғалып кетуіне, ал бала кезгі достардың аш қасқырға, қандықол қарақшыға айналуына себеп болған нәрсе. Ол ақша. Үлкен, қорқынышты, адамның іштарлығы мен ашкөздігінің иісі сіңген ақша. Осыдан 3-ақ күн бұрын Нағима апай жесірліктің тауқыметі мен жоқшылықтың қамытын киіп жүрген ұзақ жылдары армандаған ісін жүзеге асырған еді. Бұл қарапайым әйел қарақшылар мен заңсыз делдалдардан төнген қауіпке қарамастан, марқұм күйеуінен қалған облыс орталығындағы 4 бөлмелі пәтерді сатып жіберген. Төбесі биік, еңселі сол пәтер үшін ол кездегі өлшеммен өте үлкен ақша, судыраған шетел валютасы берілген болатын. Нағима апай бұл тәуекелге тек ұлы үшін барды. Асқардың жаны жараланып, денсаулығынан айырылып оралатынын, оған тек тыныштық керегін ол іштей сезген еді. Қаланың ласынан, күнде оқ атылатын көшелерінен аулақта, берікте мықты өз шаңырағы болғанын қалады. Ол Асқар мен аяулымға жаңа үй алып беріп, құлынының соғыстың қанын мәңгілікке ұмытқанын армандады. Міне, енді сол ескі қораптар мен бума-бума кітаптардың арасында кеңес заманнан қалған ескі сандықтың ішінде сүргіге оралған $100 қалың ақша жатты. Нағима апай қатарынан 3 түн көз ілмеді. Еденнің әрбір сықырлаған дыбысына, терезе сыртындағы желдің ысқырығына құлақ түріп, алыстан естілген иттің ұлуынан зәресі қалмады. Оған мына қалың ақша сандықтың ағашын тесіп күйдіріп жатқандай, айналасындағы бірнеше шақырымға дейін барлық адам сезетіндей қандай да бір қараңғы, сұмдық энергия таратып тұрғандай көрінді. Ол пәтер сатқаны туралы ең жақын деген адамдарынан басқа ешкімге жағы ашпаған еді. Асқар кімдерге сеніп кетті, соларға ғана айтты. Оларды өз баласындай көріп, жігіттік серттеріне, ақжарқын күлкілеріне сенді. Нағима апай іргедегі жөргетте жатқаннан бірін-бірі танитын мына кішкентай ауылда сырымды ешкім білмес деп ойлаған. Ол орамалының астынан шығып кеткен ақ шашын жөндеп, ескі сандыққа жақындады. Аяулымның ыдыс аяққа алданып қалғанын көріп, қолын жәшіктің үстімен тез жүгіртіп өтті. Ақша орнында екен. Жүрегі сәл де болса орнына түсті. Ұлының келуіне санаулы ғана сағаттар қалды. Содан кейін олар бұл жерден көшіп, бір жола кетеді. Бірақ Нағима апай сол жылдардың бір қатыгез заңдылығын білмейтін. Кішкентай ауылдарда құпия ұзақ сақталмайды. Ол тесіктерден сығалап, жергілікті асханалар мен милиция кабинеттеріне ұлы тұмандай жайылып, кезінде таза деп саналған жандардың да жүрегін улайтын. Сандықтағы бұл бір бума ақша Асқардың жаңа өміріне жолдама болудан әлдеқашан қалған еді. Ол өлім жазасына айналды. Есік ауыр әрі қожайынсып қағылды. 3 рет қатарынан, нық ұрылған соққыдан дәліздегі терезелер дірілдеп кетті. Нағима апай селк етіп, қолындағы газетін түсіріп алды. Ал аяулым қораттардан үркіп бұрылды.
үстілеріндегі былғары күртешелерінен күздің ұсақ жаңбырын қағып босағада әлгілер тіреді. Отбасында Асқардың отбасына тастай қамал болуға ант еткен сол баяғы Болат пен Дархан. Тек қазір олар гитара ұстаған бұйра шашты балалар емес, арзан темекі мен арақтың иісі қолқаны қабатын, көздері қадала қарайтын, ұяты жоқ қатыгез жігіттерге айналған. Ал олардың артында даланың жарығын көлегейлеп денелі учаскелік милиционер Зұқанов тұр еді. Милиция капитаны шыртыны еріне шайнап, фуражкасын селсоқ жөндеп қойды. Оның жылтыраған, ойнақшыған көздері бөлмені лезде шолып өтіп, аяулымның нәзік мүсініне тоқтап қалды. Нағима апай, жүк тасушыларды қарсы ал, деді Болат, табалдырықтан кір қожалық бәтеңкесін шешпестен, жалған көңілділікпен айқайлап. Асқар ертең келеді ғой, келіскенде көшуге көмектесеміз деп уәде бердік емес пе? Ал мына жерде капитан жолдас өтіп бара жатып, бәрі тыныш бекен деп қадағалап кетуді жөн көрді. Заман тыныш емес қой қазір. Қыздар қорғаушыларына ілтипат білдіре бастады. Бірақ ауада қандай ауыр, әрі жабысқақ үнсіздік орнағанын байқамады. Аяулым ұзын белдемшесін тізесіне тартып, бұрышқа бүрсіп отыра қалды. Үш еркектің ауыр, лан жарлары оның аяғын, нәзік мойнын, бет әлпетін тінтіп жатқанын ол физикалық тұрғыда сезініп отырды. Дархан кенезері кепкен ерінін жалап, қисық жымиды да қызға көзін қысып қойды. Оның бұл қылығынан қыздың тұла бойы мұздақ қоя берді. Зұқанов бөлменің ішіне қожайынша кіріп мырс етті. Олардың көздерінде 3 жыл бұрын айтқан ағалық қамқорлықтың титтей де нышаны жоқ еді. Онда тек хайуандық, ашықтан ашық құмарлық қана тұрды. Және не, дәл осы сәтте бөлмедегі барлық адамның өмірін мәңгілікке жоятын оқиға болды. Болат ауыр кеңестік сандықты орнынан жылжытуға көмектескісі келгендей сынай танытып, үстіңгі суырманың тұтқасын орашолақ тартып қалды. Ескі ағаш сықырлап, суырма алға қарай сырғып шықты. Сүлгі бір шетке сырғып кетіп, резеңкемен оралған қалың $100 купюралар көрініп қалды. Валютаның жасыл, табиғи емес ашық түсі көзге оттай басылды. Бөлмедегі ауа лезде қоюланып, дем алу қиындап кетті. Бір секундтық үнсіздік мәңгіліктей көрінді. Болаттың жүзіндегі күлкі баяу жоғалып, орнын жыртқыштың азуы басты. Дархан жасыл қағаздардан көзін алмай, ауыр жұтынып қатып қалды. Ал учаскелік Зұқанов таза еденге шырпысын түкіріп тастап, көзін ақшадан қорқыныштан бозарған аяулымға қарай баяу бұрды. Оның майлы көздерінде сұмдық, шайтанның оты тұтанды. Олар іздеп келгендерін тапты. Кіпті одан да асып түсті. Күн ерте бататын. Асқар пойыздың суық тамбұрында ескі суретті аялап сипап, таза әрі жарқын өмірді армандап келе жатқан сол бір кеште, ауылдық милиция бөлімшесінің темекі түтіні сіңген бөлмесінде оның отбасының тағдыры шешіліп жатқан еді. Май сіңген үстелдің үстінде қолдан жасалған арақтың 3 бос шөлмегі мен жартылай толы 4-шісі тұрды. Ілмекті шамның көмескі жарығында 3 еркектің жүзі сұрғылт, кір пластилиннен жасалғандай болып көрінді. Бөлмені көкшіл, темекі түтіні мен ауаны тарылтатын сасық арақ иісі кернеп тұр. Болат ескі орындықта алғартқа жүйкесі жұқара тербеліп отырды. Оның көздері қызулана жалтырап, кір тырнағымен үстелді қайта-қайта ұрғылап, әлдебір шайтани ырғақты шығарып жатқандай болды. Ана қалың ақшаны көрдіңдер ме? Деді ол, сыбайластарына есі ауысқандай қарап, қарлыға дем шығарып. Онда қанша екенін түсініп отырсыңдар ма? Онда кем дегенде 40 000 жасыл қағаз бар. Мына кәрімістан профессордың пәтерін сатқан, бәс тігуге бармын. 40 000 Дархан. Бұл ақша үшін біз сенімен өле-өлгенше құрылыста бел жазбай еңбек етіп, құрғақ макарон мен бұқтырылған ет жеуге тиіспіз ғой. Ал мынау сандықта жай ғана контузия алған Асқарды күтіп жатыр. Ондай бақыт оған не үшін бұйырған? Ол не, ерекше ме? Бұқа мойынды еңгезердей Дархан мұрнынан ауыр дем алып, қабағын тиді. Ол бос рюмкаға қарап, сол жерден ұятының қалдығын іздегендей болды. Бірақ арақ оның бойындағы адамшылықтың бәрін әлде қашан жалмап үлгерген еді.
Асқар бізге бауыр еді ғой, деп қырылдады Дархан. Бірақ оның даусында еш сенімділік жоқ еді. Кек өзін өзі ақтауға тырысқан бейшара әрекет қана байқалды. Ертең келеді. Бауыр дейсің бе? Болат сарғайған тістерін ақситып кекете күлді. Бауыр? Бауыр деген бөліседі. Ал ол ше? Ақшасын тығып қойып, әлгіндей қызды қасына алып алды. Аяулымды көрдіңдер ме? Тап-таза, мөлдіреп тұр. Туфай. Олардың мына пәксіген түрлерінен жүрегім айныды. Осы уақытқа дейін сөз таласқа үнсіз құлақтырып отырған учаскелік Зұқанов үстел басынан ауырсынбастан көтерілді. Ол мына екеуіне қарағанда жасы үлкен. Қулығына құрық бойламайтын қатыгез еді. Заңды етігін сүртетін, лас шүберектей ғана көретін милиция капитаны. Зұқанов күзгі нөсер құйып тұрған терезеге жайлап жақындады. Көйлегінің жағасын ағытып, түкті кеудесін қасып, сыбайластарына бұрылды. Оның кішкене көздері сығырайып, мұздай суық. Есеппе құрылған қатыгездікпен тесіле қарады. Ал қырандарым, былай. Учаскелік милиционердің даусы бәсең шыққанмен, одан көрдің суықтығы есіп тұрды. Ертең таңертең Асқар перронға түседі. Егер мұна ақша Нағима кемпірде қалса, біз өлі өлгенше мұна шіріген батпақта сілекейімізді шұбыртып жүреміз. Ал менің өмір сүргім келеді. Сендердің де өмір сүргілерің келеді. Ақша дегеніңіз бұл бостандық. Ал бостандықты күшпен алу керек. Оны бізге ешкім жайдан жай бере салмайды. Ол үстерге жақындап, қырлы стақанға арақты толтыра құйып, тісте басарсыз бірақ тартып жіберді де, стақанды үстелге сарт еткізіп қоя салды. Іс сенімді. Кемпір үйде жалғыз. Қыз бәлкім ұйықтап жатқан болар. Біз білдіртпей кіріп, Асқардан хабар әкелдік дейміз. Өз үлесімізді аламыз да, ізімізді суытамыз. Ал егер анау кәрімістан қарсыласатын болса, Зұқаманов табелдік Макаров тапаншасы салынған қавын қағып қойып, сұмдықпен жымейді. Бұл жердегі билік менмін. Істі өзім ашамын, өзім жабамын. Сырттан келген қарақшылардың мойнына іле саламыз. Ұқтыңдар ма, күшіктер? Болат пен Дархан бір-біріне қарады. Олардың көздерінде енді күдік қалмаған еді. Арақ, ашкөздік пен қара ниетті іштарлық отбасындағы сертті түбегейлі жалмап біткен. Олар бас изеп, үстел басынан үнсіз тұрып, күртешелерін киді. Адам кейпіндегі 3 хайуан құйған жаңбырдың астына шығып, ауыл шетіндегі үйге бет алды. Ескі сандықта бір бума $100 купюра жатқан. Ал көрші бөлмеде тозақтың есік қақтырғаннан бейхабар аяулым бейхам ұйықтап жатқан үйге қарай беттеді. Түн ауылдың үстіне ауыр, дымқыл кебіндей болып жабылды. Жаңбыр ескі үйдің шатырын соққылап, жақындап келе жатқан аяқ дыбыстарын басып тастады. Нағима апай ұйықтамаған еді. Ол ас үстелінде абажурлы жалғыз шамның көмескі жарығымен ұлының таза мерекелік көйлегін 100-ші рет үтіктеп жатты. Жүрегі әлдебір пәлені сезгендей, неге екені белгісіз жиі соғып қобалжыды. Қабырғадағы ескі сағат таң атып, Асқардың перронға түсетін сәтіне дейінгі минуттарды санап тұрды. Кенет есікті біреу дөрекі, тоқтаусыз ұрғылады. Қаққан жоқ, дәл ұрғылады. Ауыр, гүрс-гүрс етіп, жұдырықпен соққандай болды. Нағима апай селк етіп үтікті түсіріп алды. Кеудесі мұздап қоя берді. Мұндай уақытта жақсы хабармен келмейді. Бұл кім? Әйелдің даусы дірілдеп, ішкі үрейін білдіріп қойды. Нағима апай, ашыңыз. Бұл біз ғой. Болат пен Дархан біз. Есіктің артынан таныс, бірақ әлдебір табиғи емес, қарлыққан әрі шиеленісті дауыс шықты. Учаскелік милиционер де бізбен бірге, Зұқанов. 1 минутла кіргізіңізші, шұғыл шаруа бар. Нағима апай жеңілдеп қалғандай дем алды. Өзіміздікілер ғой, деген ой сап ете қалды. Балалар келіпті. Ол асығыс ысырманы ашып, түнгі суық пен ылғалдың иісін кіргізіп, есікті айғар ашты. Үшеуі дәлізге лап қойып, өздерімен бірге арақ пен су иттей сасыған иісті ала кірді. Олар аяқтарын сүрткен жоқ. Болат қисық жымиып, ауыр бәтеңкесінің балшығызын қалдырып, таза ас үйге тіке өтті. Дархан бұрыш-бұрышты қабағын тие, астыртын шолып шықты. Ал учаскелік Зұқанов фуражкасын шешпестен, есіктің жақтауына ауыр денесімен сүйеніп, шығатын жолды жауып тұрды. Не болды балалар? Түн ортасы ғой. Нағима апай жабысқақ,
жабайы үрейдің алқымнан алып бара жатқанын сезіп, көзін біреуінен екіншісіне абдырай аударды. Олардың жүзінде өзі үйреніп қалған жылылықтың мысқалы да жоқ еді. Тек жемтігін бұрышқа қамаған жыртқыштың суық, әйнектей жылтыраған жанары ғана. Ей, Нағима апай, Асқар үшін күні бұрын ішіп алайық деп шештік. Ертең қарбалас болады. Бізге мұрша болмайды ғой, деп ысылдады Болат. Қойнынан жартылай бос арақ шөлмегін шығарып, ас үй үстеліне сарт еткізіп қойып. Кәне, стақандарды шығарыңыз. Бірдеңе тісте басарда келіңіз. Мереке ғой. Түнгі сағат 3-те қандай мереке, Болатжан? Әйел ұлының үтіктелген көйлебін кеудесіне бейсаналы түрде қысып артқа шегінді. Ай, ұлым ұйықтап жатыр. Қызды оятпаңдар. Ертең жалпы дастархан басында отырайық, деді Нағима апай. Ал біз тыныш қана отырамыз. Зұқавыновтың даусынан кемірдің сылдырындай суық үн шықты. Учаскелік милиционер дәу денесімен қарт анаға қарай төне, баяу алға бір адымдады. Сен бізге, Нағима апай, ең бастысыңдер. Әлгі сандықта тығып қойған нәрсеңді. Ол бізге көбірек керек. Сенің контузия алған Асқарыңа ондай қыруар ақшаның не керегі бар? Оған мүгедектік зейнетақы береді. Ал бізге өмір сүру керек. Кішкентай ас үйдегі ауа лезде бетон сияқты қатып қалды. Нағима апайдың өңі қуарып, қағаздай аппақ болып кетті. Ол бәрін түсінді, түгел ұқты. Отбасындағы анттың бәрі бос сөз екен. Ағайындық арзан түтіндей тарап кетіпті. Оның алдында ұлының достары емес, бәрін тартып алуға келген ашқарақ үш жауыз тұр еді. Сендердің естерің дұрыс па? Әйелдің дауысы шарасыз, тұншыққан сыбырға ұласты. Бұл Асқардың ақшасы ғой. Үйге, тойға жинаған. Қазір кетіңдер, әйтпесе айқайлаймын. Ол есікке қарай ұмтылып еді. Дарханның балғадай ауыр қолы кеудесінен қағып жіберіп, қабырғаға тарс еткізіп тағап қойды. Болат шынжырдан босаған төбеттей ырылдап, қысқа ғана мырс етті. Олар үшін кері қайтар жол жоқ еді. Шекарадан өтіп кеткен. Дархан Нағима апайды қабырғаға тырп еткізбей басып, алқымнан алды. Әйел тұншыға бастады. Бірақ оның жанарында қорқыныштың орнына кенеттен ананың шарасыз ызасы оттай маздады. Ол күні кеше ғана қолынан дән татып, өз баласында еркелеп жүргендердің ойнақшыған мас көздеріне тіке қарады. Болат, Дарханжан, не істеп жатсыңдар? Оның дауысы дірілдеп тұрса да, қалдық ұяттарын оятуға тырысып, нық сөйлеуге тырысты. Асқар сендерге туған бауырдай еді ғой. Ант етіп едіңдер ғой. Ол сол жақта біз үшін қан төгіп жатқанда, сендер мұнда ту сыртынан пышақ соғып жатсыңдар ма? Ертең оның көзіне қалай қарайсыңдар, оңбағандар. Бұл сөздер Болаттың бетінен қамшымен осып өткендей болды. Асқардың қайраты мен өздерінің бейшара қорқақтығын бетке басқан сөз оны құтыртып жіберді. Ызадан түрі бұзылып кетті. Өшірініңді, кемпір, деп ысылдады ол, тыжырындан бетін оған тақап. Енді ешқандай бауыр жоқ. Ақшаны бер, долларлар қайда? Ол әйелдің көйлегінің жағасынан жұлқа тартты. Нағима апай бойындағы соңғы күшін жинап, бос қолмен оны икеріп жіберді де, бетінен шапалақпен оңдырмай тартып кеп жіберді. Соққының үні кішкентай ас үйді жаңғыртып жіберді. Бұл соңғы нүкте еді. Бір секундтық абдыраудың орнын хайуани, соқыр агрессия басты. Болат ақырып жіберіп, бірінші ауыр соққысын жұмсады. Әйел ыңырсып, еденге құлай берді. Бірақ оған жерге түсуге мұрша бермеді. Дархан адамгершіліктің бәрін ұмытып, оны қағып алып, бөлменің бұрышына қарай бар күшімен лақтырып жіберді. Ал одан кейін ше? Одан кейін нағыз сұмдық, жабысқақ тозақ басталды. Олардың ішіндегі нағыз хайуан оянды. Олар үнсіз, ауыр дем алып, өздерінің барлық іріп шірген іштарлығын ең жақын досының қорғансыз анасына төгіп, соққының астын алды. Учаскелік Зұханов есік алдында болып жатқан сұмдықты салқын қандылықпен бақылап тұрды. Ол қолын былғамады. Екі еңгезердей жігіттің бір бума жасыл қағаз үшін қарт әйелді ұрып соғып, жанын суырып жатқанын жай ғана тамашалап тұрды. Нағима апай енді айғайламады. Еденде бүргедей бүрісіп, кек тұншыға ымырсыды. Сөніп бара жатқан санасында бір ғана ой тұрды. Аяулымның үйде жоқ болғанына шүкіршілік етті.
Қыз түнгі станцияға, диспетчерден Асқар мінген таңғы пойыздың қай жолға келетінін нақты біліп қайтуға кеткен еді. Ана соңғы күшімен дұға оқыды. Тек қызы кешігіп келсе екен деді. Мына жауыздарды көрмесе екен, парғыс атқыр ақшаны алып кетсін, мейлі өлтіре берсін, кек аяулым аман қалса екен. Бірақ тағдыр бұл түні дұғаға мүлдем керем болды. Жаңбырдың шуы мен қаншерлердің ауыр демалысының арасынан верандадан құлыптың сырт еткен дыбысы естілді. Кіреберіс есік сықырлап ашылды. Нағима апай, мен білдім. Асқар 3-ші жолға келеді. Пойыз кешікпейді екен. Аяулымның бақытты қамсыз дауысы қараңғы дәлізде жаңғырғып шықты. Қыз қолшатырындағы жаңбыр тамшыларын қағып, су болған туфлиін шешті де, жеңіл әуенді ыңылдай айтып, дәлізден ас үйдегі шамның жарығына қадам басты. Сөздері тамағында тұрып қалып, тұншыққан жағымсыз қырылға айналды. Күлкісі бозарған бетінен баяу, үрейлі түрде жоғалып кетті. Еденде сынған мерекелік сервиздің сынықтары мен жыртылған зат толы картон қораптардың ортасында Асқардың анасы қимылсыз жатты. Оның ағарған шаштары кір еденге жайылып, ал демі әзер байқалатын, үзіліп шығып жатты. Оның үстінде ауыр дем алып, Болат пен Дархан төніп тұрды. Олардың жүздерін сұмдық ыза бұзып жіберген, кеуделері алқына көтеріліп басылып тұр. Ал жұдырықтары ше? Аяулым күні кеше ғана отбасының ең жақын достары деп санаған адамдардың жұдырықтары тастай түйіліп, ширыққаннан дірілдеп тұр еді. Ас үйдің есігінде кері қайтар жалғыз жолды бөгеп, тастай қатып учаскелік Зұханов тұр. Ол милиция фуражкасын баяу, еріне жөндеп қойды да, оның кішкентай, суық, доңыз көздері үрейден қатып қалған қызға қадалды. Бөлмеде уақыт тоқтап қалғандай болды. Ауа баттақтай қоюланып, демді қысты. Аяулым еденде сұлап жатқан Нағима апайдың денесінен көзін ала алмай кейін шегінді. Кеудесіндегі әлдебір үміт жібі үзіліп түскендей болды. Ертеңгі таңға деген сенімі мен арманның бәрі күл талқан болды. Ол бүкіл ауыл еститіндей етіп, бар даусымен айқайлағысы келді. Бірақ құрғап қалған тамағынан кек әлсіз, тұншыққан дыбыс қана шықты. Буынынан әлі кетіп, дәліздің мұздай қабырғасына сүйене берді. Бұл түс емес еді. Бұл адам сенгісіз, ащы, шындық болатын. Ажал олардың шаңырағына сүйген жігітінің ең жақын достарының бетпердесін киіп кірген еді. Қашатын жер мүлдем жоқ. Уақыт бітпес азап қалдасып, созылып кетті. Болатқан болған қолын күртешесіне сүрте салып, есі ауысқандай елірген жанарын бүрісіп қалған қызға қадады. Дархан бойын тіктеді. Кішкентай дәлізде жаңбыр тамшыларының кемір шатырға тырсылдап тамғаны ғана естілетін өлі үнсіздік орнады. Дәл осы сәтте олардың арақ пен ашкөзді булаған санасында куәгердің көзін жоюдан да өткен сұмдық ой туындады. Олар қорқыныштан жанары шарасынан шыққан мына мөлдіреген пәк қызға қарап, іштеріндегі қап-қара қызғаныш оты тұтанды. Асқардың қайраты мен шындығына, оны тозақтан осылай қасиетті сезіммен күтетін жанның бар екеніне деген іштарлық оянды. Оларға бөтеннің дүниесін тартып алу аздық етті. Қанның иісімен жазасыздықтан есірген жауыздар достарының өміріндегі жалғыз жарық сәулені өздерінің батпағына былғап таптап тастауды көздеді. Олар қыздың сағын сындыруды шешті. Есік алдында тастай қатып тұрған учаскелік Зұханов сыбайластарының көзінен бұл сұмдық пиғылды бірден оқыды. Оның етжеңді бетінде бірде-бір бұлшық ет қимылдамады. Ол тек аяулымнан суық жанарын алмай, артқа қарай бір адымдады. Сосын соттың балғасындай сарт еткен құрғақ дыбыспен кіреберіс есіктің кілтін бұрап, қызды сыртқы әлемнен кесіп тастады. Дархан алға қарай ауыр қадам басты. Шағын үйдің ішіндегі жарық сөніп қалғандай болды. Ас үйдегі ескі сағат үнсіз ғана секундтарды санаттырды. Ал бұл қабырғаның ішінде екі дүниеде де кешірілмейтін, обал мен сауапты аттаған ең ауыр қылмыс жасалып жатты. Аяулым айқайламады. Тұла бойын қарған сұмдық үрейден оның дауысы тамағында тымшық қалған еді. Оның санасы
мынау төзіксіз тозақтан қорғану үшін баяу өшіп, мыңдаған сыныққа бөлініп жатты. Ол жыртқышқа айналған мына бейнелерге емес, ескі төбеге қарап, керезе сыртындағы күзгі жаңбырдың шуылына ғана құлақ түрді. Осы бір бітпейтін түннің әр секунды сайын оның ішіндегі барлық тіршілік атаулы өліп жатты. Олар тек оның тәнін қорлаған жоқ. Олар ерекше бір жауыздықпен оның жан дүниесін арын таптап өлтіріп жатты. Адамдарға деген сенімін, ертеңгі күнге деген үмітін және осыншама жыл дем беріп келген шексіз махаббатын түбірімен өртеп жіберді. Бір сағат бұрын ғана сүйгенінің заттарын аялап ұстаған жарқын да пәк қыз мәңгілікке жоғалып, қайтып шықпас қара түнекке құлап бара жатты. Түнгі сұмдық аяқталды, бірақ ол үшін нағыз бітпейтін тозақ енді ғана басталған еді. Астан кестеңі шыққан дәлізде арақтың, ылғалдың және адам қанының үрейлі иісі қолқаны қабады. Терезе сыртында күзгі нөсер қарғыс атқан ауылдың көшелерін әлі де жуып шайып жатты. Бірақ бұл шаңырақта болған сұмдықты ешбір жаңбыр жуа алмайтын еді. Аяулым мұздай еденде, жыртылған киімінің қалдығын бүркеніп, шашылған заттар мен сынған ыдыстардың арасындағы ең қараңғы бұрышта бүрісіп отырды. Кезінде өмірге толы, мөлдір жанары, енді өртеніп кеткен бос шұңқырдай көрінетін. Қыз діріл қағып, бір қалыпты алға артқа шайқалып отырды. Ол тіпті жыламады да. Көрген зауалынан көз жасы әлде қашан кеуіп қалған еді. Оның санасы, мынау сұмдық, шындықтан ішке қарай тығылып, жындылықтың нәзік шекарасында тұрды. Оның үстінде ауыр дем алып, учаскелік Зуханов төніп тұрды. Милиция капитаны асықпай, жемтігіне тойған құзғындай формасын түзеді. Аяулымның жұғараған жүйкесін тілгілеп өткен темірдің құрғақ дыбысымен ол ауыр бұлғары белдігін тағып, табелдік Макаров тапаншасының қавын орнына ілді. Оның сіңкі бетінде киттейде өкініш немесе қорқыныш жоқ еді. Кек өз билігі мен жазасыздығына деген хайуани сенімділік қана тұрды. Оның артында Болат пен Дархан сандықтың суырмасын қопарып, күртешелерінің қалтасына $100 купюралардың бумаларын асығыс тығып жатты. Олардың қолдары ашкөздіктен дірілдеп тұрды. Олар Асқардың жансыз жатқан анасы мен бұрышқа бүрісіп қалған қызға қарамауға тырысты. Олардың көздегені тек олжа ғана еді. Өз істерін тындырды. Зуханов еденде шашылып жатқан қорақтардан ауыр аттап, алып бәтеңкесінің табанымен шыны сынықтарын жиіркеніштетіп шиқылдата басып, аяулымның алдына жүрелеп отырды. Одан арзан темекінің, пияздың және жабысқақ кір тердің иісі мүңкіп тұрды. Ол жуан, дөрекі саусақтарымен қыздың иевінен шат беріп, жағын ауырта қысып, басын күшпен көтертті. Аяулым оған жансыз, шыныдай қатқан жанармен тесіле қарап тұрды. Ал енді бұлай қуышақ, мені мұқият тыңда, деп ысылдады Зуханов. Оның дауысы қарлыққан әрі бәсең шықты. Бірақ бұл үнсіздікте ең қатты айқайдан да асып түсетін сұмдық қауіп бар еді. Біреуге тіс жарып, жарты сөз айтсаң, енеңнің артынан тікелей кетесің, ұқтың ба? Ол бос қолымен былғары қабын мағыналы түрде қағып қойып, сұмдықпен мырс етті. Сенің контузия алған Асқарынды өзім ақ жабамын. Оның жолқабынан оқ немесе есірткі тауып аламын да, сенің батырың түрмеде шіритін болады, тіпті үн қатып үлгермейді. Бұл жердегі заң менмін. Істі өзім ашамын, өзім мұрағатқа жабамын. Ал сендердің күлдеріңді көкке ұшырамын. Зуханов жиіркенішпен оның бетін икеріп жіберді де, аузына орнынан тұрып тізесін қағып қойды. Ол сағысынған, тапталған қызға мас адамдай абсолютті үстемдік сезіммен қарады. Ол қыздың бойындағы хайуани үрей оның аузын мәңгілікке құлттағанына кәміл сенді. Болат адреналин мен ашкөздіктен дірілдеген саусақтарымен $100 купюралардың соңғы бумаларын сыпырып алып, арзан былғары күртешесінің ішкі қалталарына тығып жатты. Екі адамның өмірін жалмаған жасыл қағаздар астан кестеңі шыққан бөлменің үрейлі үнсіздігінде ақырын ғана судырады. Дархан қасында ауыр дем алып тұрды. Оның үлкен жағы жүйкесі жұғара тартылып кеткен.
бірақ көзінде тек жабайы, қатыгез шаттық ойнайды. Бәрі бітті, таза сыпырдық. Болат томпиып кеткен кеудесін қағып қойып, қарлыға дем шығарды. Кет бұл жерден, капитан. Бірақ Зуханов бұл шайтани оркестрдің салқынқанды дирижері ретінде мүлдем сабырлы қалпында тұрды. Оның жедел уәкілдік миы қорғаныстың мінсіз желісін құрып үлгерген еді. Ол ауылдық тергеушілердің қалай жұмыс істейтінін, не нәрсеге назар аударатынын жақсы білетін. Тоқтаңдар, ақымақтар. Ерте, дед кесіп айтты капитан, жыртылған қораптардан жиіркене аттап өтіп. Бізге әдемі ашылмайтын іс керек. Сырттан келген қарақшыларды жасаймыз. Бір шөлмек арақ іздеген нашақорлар немесе қаңғыластар істеді қыламыз. Дархан, верандаға бар. Керезені сүйменмен шақ. Кек сынықтар дұрыс түсу үшін сырттан ішке қарай ұр. Және сол жерде кір із қалдыр. Дархан бас изеп, айтқанына көніп есікке қарай беттеді. Бір секундтан кейін түнгі үнсіздікті сынған әйнектің құлақ тұндыратын сылдыр бұзды. Бұрышқа бүрісіп қалған аяулым селт етпеді де. Ол өз ақылының құтқарушы комасына түсіп, ештеңені естімейтін де, сезбейтін де күйге жеткен еді. Болат, қалғанның бәрін қопар, деп бұйырды Зуханов шкафтарды нұсқап. Киімдерді шаш, матрастарды жырт, арзан заттарды ізде, кемпірдің алтынын, қандай да бір кеңестік сағатты, ескі радионы, өзіңізбен бірге алып кетіп, жол жөнекей тастап кеткендей етіп, өткелдің ар жағындағы батпаққа лақтырамыз. Келесі 10 минутта үй ұрыс даласына айналды. Олар Нағима апай мен аяулының Асқардың келуіне деп үлкен ұқыптылықпен жинап, ораған заттарын садистік есеппен әдістемелік түрде қиратты. Олар таза еденді қан мен балшыққа малынған бәтеңкелермен таптап, керең кіріздер қалдырды. Зуханов өз қолымен ыдыстардың қалдығын еденге сыпырып тастап, ас үйдің үстелін төңкеріп тастады. Кездейсоқ қатыгез тонаудың көрінісі дайын болды. Үшеуі табалдырықта жиналды. Зуханов қарт әйелдің өлі денесіне және бұрышта көрінбейтін сағаттың маятнигіндей шайқалып отырған, сағы толықтай сынған қызға соңғы рет немқұрайлы көз салды. Учаскелік милиционер мырс етіп, фуражкасын түзеді де қараңғылыққа қадам басты. Болат пен Дархан да оның соңынан ерді. Олар тіпті кіреберіс есікті де жаппады. Ауыр есік желмен тербеліп суып бара жатқан үйге күзгі мұздай нөсер мен түнгі суықты кіргізіп, жетімсіреп ашық қалды. Ал үш оңбаған шайылған топырақ жолмен өздерінің қылмыс жасаған жерінен алыстап, сенімді қадам басып бара жатты. Мұздай жаңбыр олардың қолындағы бөтеннің қанын жуып жатты. Қалталарындағы мыңдаған американдық доллар сандарын күйдіріп бара жатқандай еді. 90-шы жылдардың соңындағы кедей ауыл үшін бұл қыруар байлық болатын. Болат кенеттен жүйкесі жұқара, үзіп-үзіп күлді де, бұл күлкі жеңіске жеткен мастың қарқылдаған күлкісіне ұласты. Дархан сыбайласының ығынан қағып, қуана қоштады. Алда оларды түн күтіп тұрды. Көрші аудандағы қымбат сауна, жәшік-жәшік элиталық арақ, сатылған әйелдер және бүкіл әлемнен жоғары тұрғандай абсолюттік, шексіз үстемдік сезімі. Олар өздерін өмірдің жеңілмейтін қожайынындай сезініп, сәттіліктерін тойлауға бара жатты. Бірақ олар таңғы пойызбен бірге бұл ауылға өздерінің мейірімсіз, қатыгез жазалаушысы келе жатқанын әлі білмейтін еді. Енді олардың өмірінің таймері өз санағын тоқтатпай бастап кеткен еді. Таң суық, сұрғылт әрі дымқыл болып атты. Ауыр тепловоз қарлыққан дауыспен ұзақ гуілдеп, таныс мұнараның жанына тоқтады. Асқар вагонның басқышынан ылғалды асфальтқа жеңіл секіріп түсті. Түнгі нөсерден кейінгі ауа тап-таза, дымқыл топырақ пен түскен жапырақтың иісі аңқыттырды. Ол туған ауылының таныс көшелерімен келе жатты. Әр қадам басқан сайын, оның жүрегі қуаныштан лүпілдеп, кеудесіне сыймай соқты. Әскери жолқабы кең өғін бұрынғыша төмен тартып тұрғанмен, қазір бұл ауырлық оған мамықтай жеңіл көрінді. Оның ойында анасына айтатын мыңдаған сөздері және аяулымын қалай құшақтайтыны ғана тұрды. Ол аман қалды. Ол оралды. Міне, туған көшесі.
таныс дуал, қақпа алдындағы ескі алма ағашы. Бірақ үйге жақындағанда Асқардың қадамы кенеттен баяулай түсті. Талай рет торуылда қалып, түнгі күзетте шымдалған ардагердің түйсігі лезде дабыл қақты. Қақпа айқара ашық жатыр еді. Ауланың езілген балшығында қақпадан асып түскен ауыр еркек бәтеңкесінің керен іздері сайрап жатты. Верандадағы сынған терезенің сынықтары таңғы жарықпен бұлыңғырлана жалтырайды. Асқар баспалдақпен екі-ақ қарап шықты. Кіреберіс есік құлыпталмаған екен. Ол желмен тербеліп, даланың суығын үйге кіргізіп жетімсіреп тұр. Ол әдеттегідей есіктің жақтауын саусағының сүйегімен 3 рет қысқа ғана қақты. «Мама, аяулым!» Тамағына кенеттен өксікті қылғандай дауысы дірілдеп шықты. Оған жауап ретінде тек құлақ тұндыратын өлі үнсіздік қана болды. Асқар есікті баяу итеріп, табалдырықтан аттады. Ауыр жолқап, әлі құрған қолынан сырғып түсіп, кір еденге гүрс ете түсті. Үйге жеткенше, сақтап келген жарқын, бақытты күлкісі оның жүзінен мәңгілікке өшіп, лезде жан түршігерлік, тұла бойды қатыратын хайуани үрейдің маскасына айналды. Кеудесіне оқ тигендей демі үзіліп қалды. Үйдің іші астан-кестең болған. Жыртылған заттар, сынған ыдыстар, қопарылған шкафтар. Ал осы тас талқан болған дәліздің ортасында, ұйыған қанның ішінде оның анасы қимылсыз жатты. Оның жүзі боп-бос және табиғи емес қалыпта тыныш еді. Нағима апай енді ұлын күтпейтін болды. Асқар сенімсіз, кеңселе бір адым алға басты. Сол кезде оның жанары бөлменің ең қараңғы бұрышындағы қозғалысты байқап қалды. Сол жерде жыртылған түсқағазға арқасын сүйеп, аяулым отыр еді. Қыз кеудесіне тартқан тізесін құшақтап, жыртылған киімнің қалдығына бүркеніп алған. Ол бұзылған механизм сияқты тоқтаусыз, бір қалыпта алға-артқа шайқалып отырды. Оның тұла бойы тоқтаусыз, ұсақ дірілмен қалтырайды. Бірақ ең қорқыныштысы оның көздері еді. Кезінде мөлдіреп тұрған, махаббатқа толы үлкен жанары енді Асқарды танымай, оның тұла бойынан өтіп, бос кеңістікке қараттырды. Онда тек саңырау, қақ-қара бостық пен хайуани үрей ғана тұрған. Ол жыламады, тіпті көзінде ілмеді. Мына суып бара жатқан үйдегі тірі елеске айналып кеткендей еді. Асқар бұрышқа бүрісіп қалған, қалыңдығынан көзін ала алмай, анасының денесінің алдында баяу тізе бүкті. Дәл осы секундта ол бір сұмдық шындықты анық түсінді. Ол Кавказ тауларында қалдыруға соншалықты тырысқан соғыс ешқайда кетпепті. Ол оны дәл осы жерде, туған үйінің босағасында күтіп тұрған екен. Зират оларды қорғасындай ауыр, сұр аспанмен және сүйектен өтетін күзгі желмен қарсы алды. Ескі қоршаулар езілген, жабысқақ батпаққа батып жатты. Асқар жаңадан қашылған қабірдің шетінде мүсіндей қатып қимылсыз тұрды. Оның бойында ең жақын адамнан кенеттен айырылған адамдарға тән сыну немесе аңырап жылау байқалмады. Ол сұрғылт, мұздай граниттен қашалып жасалғандай қатып қалған еді. Ағаш табыттың қақпағына су, топырақтың ауыр кесектері гүрс-гүрс етіп құлап жатқанда, оның шүңірек бетінде бірде-бір бұлшық ет қимылдамады. Кек тастай түйілген жұдырығының ағарған сүйектері мен бір нүктеге қадалған бос жанары ғана оның өртеніп кеткен жан дүниесінде не болып жатқанын сездіріп тұрды. Қабір басына жиналған ауыл адамдары оның артында қорқынышпен сыбырласып тұрды. Қара орамал тартқан әйелдер, сырттан келген жауыздар, нашақорлар және қарғыс атқан 90-шы жылдар туралы жоқтау айтып жатты. Біреулер жасқаншақтап жақындап, ығына қолын қойып, жаттанды көңіл айту сөздерін күбірледі. Бірақ Асқар оларды естімеді. Ол бейне, бір қалың, оқ өтпейтін шынның артында тұрғандай еді. Қазір ол үшін бүкіл әлем осы бір төрт бұрышты шұңқырдың көлеміндей ғана болып қалған. Оның жанында әскери күртешесінің қатты матасына сүйектері ағарғанша тастай жабысқан аяулым тұрды. Оған қараудың өзі жанға батарлықтай ауыр еді. Қыз мойнына дейін ауыр қара шәлге оранып алған, бірақ оның тұла бойы тоқтаусыз қалтырап, өзін өзі түзей алмай тұрды.
Ол бір тамшы жас та шығармады. Көз жасы бездері толықтай салдануға, бойын билеген жабайы үрейге орын беріп, мүлдем істемей қалған еді. Аяулым кішкене сыбдырға селк ете түсетін. Көр қазушының аяғының астында сынған бұтақ, көрші қайындағы қарғаның қарлыққан үні, желдің кенеттен соққан екпіні, осының бәрі оны жан жағына үрке қарап, басын оғына тығуға мәжбүр етті. Көрші әйелдердің бірі қоршауға өтем деп байқаусызда оғымен жанасып кеткенде, аяулым өзінің даусына ұқсамайтын тұншыққан үнмен іш тарта жылап, жама соққы күткендей Асқардың артына тығыла қалды. Оның тәні осында, зиратта болғанымен, қираған санасы әрі де сол бір түнгі сұмдықтың ішінде адасып жүрген еді. Жерлеу рәсімі аяқталып қалды. Адамдар күртешелеріне қымтанып, бойды қаритын суық пен бөтеннің қайғысынан қашқандай, үйлеріне қарай ақырындап тарай бастады. Асқар жаңадан үйілген топырақтың жанында қимылсыз тұра берді. Бұл минуттарда оның ішінде қорқынышты, қайтымсыз процесс жүріп жатты. Монша салып, той жасап, оқ-дәрінің иісін ұмытуды армандаған мейірімді, қарапайым ауыл жігіті дәл осы жерде, осы қабірдің басында жан тәсілім етіп жатты. Оның орнына соғыстан жараланған санасының ең түкпірінен басқа адам, суық, есепке жүйрік жауынгер көтеріліп келе жатқан еді. Ол әлі шындықты білмесе де, Аргун шатқалының торуылында шындалған оның түйсігі кездейсоқ тонаудың бұлай болмайтынын алдын ала сездірген болатын. Жерлеуден кейінгі түн ортасы, қаңырап қалған үйдің қою, тұншықтыратын үнсіздігі құлақ жарғағына салмақ түсірді. Асқар көшедегі шамның көмескі жарығы ғана түсік тұрған қап-қараңғы ас үйде отырды. Осы 3 күн бойы ол аяулымға не болған туралы бірде-бір сұрақ қоймаған еді. Білгісі келмегендіктен емес, жай ғана ол қызды тапқан кезде ол өте терең кататониялық ступорда жатқан болатын. Жедел жәрдем дәрігерлері анасының денесін алып жатып, қызға тыныштандыратын дәрінің жылқы дозасын салып, оған сұрақ қоймауды қатаң ескерткен. Кез келген қысым оның санасын бір жола әрі қайтымсыз бұзып жіберуі мүмкін еді. Оның үстіне учаскелік Зуханов алғашқы сағаттарда ресми нұсқаны шеберлікпен және нық сеніммен тапалап үлгерген. Бір шөлмек арақ іздеген сырттан келген қаңғыбастар, ашылмайтын іс. Бірақ Асқардың өлім торуылдарында шындалған ішкі радары бар даусымен айқайлап тұрғандай еді. Бұл көпе көрнеу, арзан өтірік. Нашақорлар мен қаңғыбастар бұлай істемейді. Олар бұзуды қолдан жасау үшін терезені сырттан ішке қарай сындырмайды. Заттарды бұрыш-бұрышқа әдейі шашпайды. Олар көз алдында жатқан нәрсені алады да, үреймен қашып кетеді. Және ең бастысы, Кездейсоқ қаңғыбастар сандыққа тығылған доллармен сатылған пәтер туралы қайдан білсін? Бұл құпияны тек өз адамдар ғана білетін. Ол сенген адамдар ғана. Қылмыс тым қатыгез, тым есеппен және тым жеке басқа қатысты жасалған еді. Асқар тісін қайрай отырып, аяулының өзі сөйлей алатын сәтін ғана күтті. Және сол минутта келді. Көрші бөлмеден түнекті жарып, әлдебір дыбыс естілді. Алдымен ақырын тыншыққан өксік, сосын тағы біреуі. Ал содан кейін үйдің үнсіздігін шарасыз, истерикалық, үзіліп-үзіліп шыққан әйелдің жылаған дауысы бұзды. Асқар бірден бөлмеде пайда болды. Аяулым мыж-мыж төсекте отырды. Зұқанов өзінің қоқан лоқсымен қыздың айналасына орнатқан жан түршігерлік қорқыныштың сауыты ақыры сөгілді. Бөгет бұзылды. Осы күндері тамбаған көз жасы енді тыныштандыратын дәрілердің қалдығын шайып, сел болып ақты. Қыз өксіктен тыншығып жатты. Ол бұл төзгісіз, шайтани жүкті жалғыз өзі көтере алмайтынын түсінді. Ол мұздай нәзік саусақтарымен Асқардың иығына тастай жабысып, кеудесіне басын қойды да сөйлей бастады. Сөздер оған азақты аурумен берілді. Ол сөзінен шашалып, тұтығып қалды. Бірақ тоқтатпады. Осы бір үзік-үзік, жабайы үрейге толы сыбырдың артынан Асқар қадам сайын сол бір түнгі тозақтың ем ортасына түсіп келе жатты. Аяулым бәрін айтты. Олардың келгені үшін ішеміз деген сылтаумен қалай кіргенін, анасын қалай ұрғанын,
ақшаны қалай алғанын, және ең сұмдығы, учаскелік милиционер есікте салқынқандылықпен темекі тартып тұрғанда олардың қызға не істегенін. Өксіктің арасынан 3 нақты есім Болат, Дархан және капитан Зұқанов естілгенде бөлменің ауасы мұз бұлттатқандай болды. Асқар айқайламады, жұдырығымен қабырғаны да ұрмады. Ол тек қалыңдығының дірілдеген иығынан ақырын сипап қатып қалды. Сырттай ол мүлдем сабырлы қалпында қалғанмен, дәл осы секундта оның ішіндегі бұрынғы әлемі құлақ тұндыратын гүрілмен құлап түсті. Отбасындағы анттар, бала кезгі достық, адамдарға деген сенім, мұның бәрі күлге айналып, сұр, улы күлге ұласты. Асқардың қараңғы терезеге қадалған жанары өлі әрі қорғасындай ауыр болып қалды. Оның көзінде енді аурудың нышаны жоқ еді. Онда тек тастай суық математикалық дәлдікпен жасалған есеп қана қалды. Үкім шығарылды. Шағымдануға жатпайды. Келесі күні таңертең 1 минутта көз ілмеген Асқар үйден шықты. Ол бағдарламаланған темірдей міз бақпай, бойды үрей билететін табиғи емес тыныштықпен баяу адымдап келе жатты. Ол айқай-шу шығарып, жұдырықтасуды мақсат тұтпады. Оған тек олардың көзіне тіке қарап, мына іріп шіріген жүйенің нақ ортасына үңілу ғана қажет еді. Сол арқылы бұл жерден ешқандай әділдік пен құтқару күтудің қажеті жоқтығына көз жеткізгісі келді. Ауылдық милиция бөлімшесі оны арзан темекінің, ашыған қырыққабаттың және қабырғаға әбден сіңіп қалған өтіріктің сасық иісімен қарсы алды. Учаскелік Зұқановтың кабинеті. Жарықшақ түскен қоңыр дермантинмен қатталған есік қиялай ашық тұр екен. Асқар есікті қақпастан ішке кірді. Капитан Зұқанов қағазға толып кеткен үстелінің басында сықырлаған орындықтың арқалығына шалқая жайғасып, кір бәтеңкелі аяғын үстелдің үстіне асып қойып отыр еді. Ол қырлы стақаннан лай шайын еріне ұрттап, телефонмен біреуге көңілді әңгіме айтып жатқан. Босағада тұрған Асқарды көргенде ол таңғалған жоқ. Ол мұны күткен болатын. Мылтықтың шіріппесіндей сырт еткізіп, мысқылдай жымиып, тұтқаны баяу орнына қойды. Соғыс ардагері келіп қалыпты ғой. Қай жел ұшырды? Зұқановтың даусынан ашықтан ашық кекесін мен мысқыл төгіліп тұрды. Қайғына ортақпын әрине. Бірақ мен саған айттым ғой, бұл істен үміт жоқ. Сырттан келген қаңғыбастардың ісі. Асқар үнсіз ғана үстелге жақындап тоқтады. Ол даусында көтермеді, жұдырығында түймеді. Ол тек тесіле қарап тұрды. Тау ішінде жаудың жасырынған жермен, мергендердің ұясын аңдып үйренген оның ауыр, қозғалыссыз жанары қазір учаскелік милиционерді кесіп бара жатқандай еді. Бұны істеген өздерің екенін мен білемін деп тіл қатты Асқар бәсең дауыспен, бірақ оның әрбір сөзі кабинеттің үнсіздігінде қорғасындай ауыр естілді. Сен, Болат және Дархан. Зұқанов 1 секундқа қатып қалды да, содан кейін оның етжеңді бетіне жүйкені жұғартатын арсыз күлкі үйірілді. Ол аяғын үстелден жұлып алып, әдейі қарқылдап күлді. Ей, батырсың ба? Кімсің? Сені сол таудың ішінде әбден контузия шалып, есінен ауыстырған ба? Басынды қатты соғып алғансың ба өзің? Учаскелік милиционер тікті қолдармен үстелге таянып, алға қарай ұмтылды. Оның кішкентай көздері сығырайып, одан улы кекесін тамшылаттырды. Дәлелде, кәне дәлелдеп көрші. Контузия алған бейбақ. Сенің қатыныңның сандырағынан басқа қандай дәлелім бар қолында? Ол үстелдің шетінде жатқан жұға картон папканы саусағымен шертті. Міне, ресми іс. Оның ішінде белгісіз адамдар деп тайға таңба басқандай жазылып тұр. Бұл іс мұрағатқа кетеді, ашылмайды. Ал сенің қызың... Зұқанов әр сөзін шемішкедей шағып, сәл кідіріс жасады. Сенің қызың қайғыдан есінен адасқан. Оның көзіне қазір неше түрлі нәрселер елестейді. Сұмдықты көзімен көрген соң, ақылынан алжыған. Оған жауап берудің орнына емделу керек. Мен ұқтың ба? Бұл жердегі билік менмін. Ал мен сырттан келген қарақшылар істет дедім бе? Демек солай. Бар, боссың. Және менің көзіме көп көріне бермеуге тырыс. Асқар үнсіз бұрылды да есікке қарай беттеді.
Ол өзіне керек жауапты алды. Ол көз жеткізді. Мына шен таққан, семіз де арсыз оңбағанның бейнесіндегі тұтас жүйе жаңа ғана оның көзіне бадырайып қарап тұрып, бетіне күлген еді. Олар үшін ол ешкім емес болатын. Жаны жаралы, қалыңдығы есінен адасқан бейшара ардагер ғана. Олар бұл жігіт бәрін жұтып, тағдырға мойынсынады деп кәміл сенді. Зұқанов өзін толық жеңімпаз сезініп, оның артынан қарап қалды. Бірақ ол өзінің осы бір арсыз күлкісімен кек өзіне ғана емес, сыбайластарына да өлім үкімін шығарғанын сезген жоқ. Асқар үшін заң деген ұғым дәл осы сәтте мәңгілікке жойылды. Милиция бөлімшесінен шыққан соң, Асқар үйіне қайтпады. Ол ауылдың шалшық көшелерімен мақсатсыз келе жатты. Ал миында Зұқановтың дәлелдек көші, контузия алған бейбақ деген сөздері мұздай балғамен ұрып жатқандай жаңғырды. Жел бетіне жаңбырдың мұздай тамшыларын ұрса да, ол оны сезбеді. Ол бейне бір сыртқы әлемнің барлық дыбыстары мен сезімдері тұншықтырылған вакуум қақпағының ішінде келе жатқандай еді. Дәл осы сәтте ауылдағы тайга деп аталатын жалғыз сарахананың қасынан өтіп бара жатып, ол әлгілерді көрді. Бұрылыстан дөңгелегі шиқылдап, арзан қарақшылар әнін бақыратып қойған қып-қызыл шие түстес ескі шетелдік көлік атып шықты. 90-шы жылдардың соңында олардың кедей ауылында мұндай көлік ғарыш кемесімен тең болатын. Бұл биліктің, ақшаның және абсолютті жазасыздықтың символы еді. Рөлде орындыққа шалқая жайғасқан Болат отыр еді. Қасында басын шалқайтып, Дархан қарқылдап күліп келеді. Үстілерінде біреудің қанына сатып алынған жап-жаңа былғары күртешелер. Көлік сарахананың кіре берісінде кілт тоқтап, дөңгелек астынан шашыраған лас балшық Асқардың үстіне шашырады. Кешегі бауырлар көліктен далаға қопандай шықты. Өздері әбден мас еді. Олар бір-бірінің иығынан қағып, бүкіл көшені басына көтере қарқылдап күлді. Болат қалтасынан ретсіз умаждалған қалың ақшаны суырып алды да, бірнеше купюраны немқұрайлы санап алып, жүгіріп келген қайыршы баланың алдына «Мә, тойла жетім бала!» деп лақтырып жіберді. Сарахананың ішінен Омай Олжаның иісін сезген жергілікті жағымпаздар мен арзан қыздар лап берді. Болат пен Дархан өмірдің нағыз қожайындарындай кең пейілмен жұрттың бәрін ішке шақырып, бүкіл мекемеге өздері қонақасы беретін айтып айқайлады. Дәл осы кезде Болат бұрылып қарап, жолдың арғы бетінде жаңбыр астында қимылсыз тұрған Асқарды байқап қалды. Бір сәтке Болаттың бетіндегі күлкі жоғалып кетті де, іле-шала қайта оралып, бұрынғысынан да арсыз, жиіркенішті түрге енді. Ол Дарханды шынтағымен нұқып, Асқар жаққа басымен ишарат етті. Дархан да бұрылып қарады. Олар оған өздері анасын өлтіріп, қалыңдығын қорлаған адамға қараттырды. Олардың араққа сылқия тойған мас көздерінде киттейде қорқыныш немесе өкініш жоқ еді. Тек хайуани, жеңіске мастанған үстемдік қана тұрды. Және олар қарқылдап күле бастады. Бұл жай ғана күлкі емес еді. Бұл жеңімпаздардың қатты шыққан, кекесінге толы қорлайтын мысқыл күлкісі болатын. Бізге қара, бейшара. Біз бәрін тартып алдық. Ал сен кімсің? Сен ешкім емессің. Және бізге түк те істей алмайсың. Деп тұрғанда естілді. Тіпті Дархан қолындағы сыра шөлмегін көтеріп, оның құрметіне мазақ дост айтқандай болды. Бұл күлкі Асқардың жан дүниесінде қалған адамгершіліктің соңғы тамшысын талқандаған балғаның соңғы соққысы болды. Осы күндер бойы ішінде қайнап жатқан күйдіргі, қызыл ыза кенеттен суып кетті. Ол жоғалған жоқ. Ол мүлдем басқа нәрсеге, мұздай суық, ауыр болатқа айналды. Енді қайғы да, шарасыздық та қалмады. Тек қорқынышты, мақсаттың хрустальдай тазалығы ғана қалды. Ол тек олардың әрбір бет әлпетін жадына сақтап, әрбір детальды бойына сіңіріп, сарахананың есігінен кіріп, жоғалғандарын бақылап қана тұрды. Асқар бетіндегі жаңбыр тамшыларын сүртпестен үнсіз бұрылып жүре берді. Бірақ ол енді үйге қайтпады. Ол ауласының шетіндегі ескі, қараусыз қалған қораға бет алды. Қайғыру уақыты аяқталды. Жұмыс істейтін уақыт басталды. Ол үйге қараңғы түскенде оралды. Көмескі жарықта бүргедей бүрісіп жатқан аяулымның бөлмесінің жанынан үнсіз өтіп кетті. Ол қазір қыздың көзіне қарай алмайтын еді. Қазір емес.
Қазір оның жан дүниесінде аяушылық пен мейірімге орын жоқ болатын. Онда бәрі күл болып өртеніп кеткен. Асқар ауланың түкпіріндегі арамшөп басқан ескі, писайған қораға барды. Тот басқан, салбыраған есік сықырлап ашылды. Ішінен шіріген ағаштың, шаң мен тышқанның ауыр иісі шықты. Жарық жақпастан ол ең қараңғы бұрышқа барды. Қарапайым адам бұл жерден ескі тақтайлардың үйіндісі мен тот басқан бау-бақша құралдарынан басқа ештеңе көрмес еді. Бірақ Асқар нені іздеу керектігін білді. Ол ауыр сүйменмен ең жалпақ еден тақтайының шетін ілді. Ағаш қатты сықырлап, орнынан қозғалды. Еденнің астынан рубероидпен қапталған онша терең емес құпия орын табылды. Ол жерден қару-жарақ майының және казарманың дымқыл иісі бұрқ ете қалды. Оның Шешенстаннан өзімен бірге әкелген заттарының бәрі осында еді. Кәдесый немесе олжа ретінде емес. Ол бұны сақтандыру үшін әкелген болатын. Заң көк тиынға тұрмайтын мына әлемдегі ең соңғы, ең шеткі аргумент ретінде. Ол бұл құпия орынның ешқашан керек болмауын үміт еткен еді. Бірақ тағдыр басқаша шешті. Оның қолдары ескі дағдыларын өздері еске түсіріп, құпия орынның ішіндегіні жүйелі түрде шығара бастады. Бірінші болып жарыққа ауыр, қатты оралған брезент түйіншек шықты. Оны ашқан соң Асқар өзінің ескі әскери жүк түсіруші кеудешесін алды. Тозған, кей жерлері оңған, бірақ тап-таза, бүк-бүтін. Оның көптеген қалталарында шаруашылық дүкеннен табылмайтын заттар жатты. Адамның тамағын дыбыссыз орып жіберетін мықты болат сымның орамы. Қараңғыда көрінбейтін шырмауық қармақ жіптің бірнеше катушкасы. Ауызды тастай, жапсырып тастауға немесе қолды байлауға болатын әскери скотч. Содан кейін ол бұлғары қабынан ауыр сапер пышағын суырып алды. Талай рет өмірін арашалап қалған айнымас досы. Ол оны қабынан суырды. Жүздері қораның көмескі жарығында да жыртқыштай жалтырады. Басқа түйіншектен жектері қайралған шағын сапер күрегін, бірнеше орам мықты арқанды және майлы шүберекке оралған слесарь құралдарын шығарды. Ол атыс қаруын шығармады. Ол аңдығалы отырған адамдар үшін атыс қаруы тым қатты, тым тез әрі тым рақымды болар еді. Оның жоспары басқаша. Олардың әрқайсысы оның шаңырағына әкелген барлық үрейді толық сезініп, баяу, азаппен толықтай өтеуі тиіс. Асқар бұның бәрін қораның шаң басқан еденіне жайып қойды. Дәл осы сәтте оның ішіндегі бейбіт өмірді армандаған қарапайым жігіт Асқар түбегейлі өлді. Оның орнына Аргун шатқалының батпағы мен қанынан, түпсананың кереңінен нағыз жауынгер көтерілді. Ауылдағылар оны батыр санағанмен, ол соғыста мүлдем басқадан болған еді. Ол аман қалу мен көзін жою бойынша рақымсыз, салқын қанды маман болатын. Барлаушы, диверсант. Жақсы немесе жаман деген ұғымдарды мүлдем білмейтін адам. Онда тек жауынгерлік тапсырма ғана бар. Ал енді оның тапсырмасы отанды қорғау емес, аумақты тазарту болды. Жау күшінің үш бірлігінен тазарту. Ол сапер пышағын қолын алып, бас бармағымен жүзін баяу сипап өтті. Оның көзінде қаһар да, өшпенділік те жоқ еді. Тек күрделі ота алдындағы хирургтың салқын, абсолютті тыныштығы ғана тұрды. Келесі бірнеше күнде Асқар өз ауылындағы көлеңкеге айналды. Ол дерлік нәр татпады, көзделмеді. Күндіз бос үйде отырып, өз жарақтарын жүйелі түрде ретке келтірді. Пышақты ұстарадай өткір етіп пайрады. Арқандардың мықтылығын тексерді. Сым орамдарын шешті. Ал іңір үйірле сала, ол күздің дымқыл қараңғылығына үнсіз сіңіп кететін. Санасына әбден сіңген әскери тәжірибе толық қуатымен іске қосылды. Бұл енді мағынасыз кек алу емес, жау аумағындағы салқынқанды барлау диверсиялық операция еді. Оның 3 нысанасы, 3 объектісі болды, және әрқайсысына өзіндік жеке тәсіл қажет еді. Бірінші объект – болат. Ең болжауға оңай және ең ірі пішіргені. Асқар тайга сыраханасына қарама-қарсы орналасқан арамшөп басқан бұталардың арасында сағаттап жатып бақылау жүргізді.
Ол құрғақ жердің қанды сіңіретініндей, оның күн тәртібін бойына сіңірді. Болат өзінің жаңа өміріне мас болған еді. Күн сайын кешке шие түстес шетелдік көлігімен келіп, ақшаны оңды-солды шашып, адам кейпінен кеткенше ішетін де, ал түн ортасында теңселіп, қаңыраған жер арқылы өтетін баяғы бір қараңғы соқпақпен үйіне қайтатын. Ол әлсіз, даңғой және ақымақ болатын. Асқар ол үшін орын таңдап қойған еді. Қараусыз қалған ферманың дымқыл, сасық жертөлесі. Балшық пен егеу құйрықтардан қатты қорқатын Болат олармен бетпе-бет келетін орын соңғы рет. Екінші объект. Дархан. Бұл құлау және сақ болатын. Ол қанды ақшаны жергілікті құрылыстағы прорабтың жаңа мәртебесіне салып, ашықтан ашық тайраңдамады. Күндіз Асқар кездейсоқ жүргінші болып көрініп, объектіні алыстан зерттеді. Құрылыс мінсіз орын еді. Күндіз ол жерде адам көп болғанымен, кешке ол арматурадан, траншеялардан және құрылыс техникасынан тұратын лабиринтке айналатын. Асқар Дарханның осал тұсын тез тапты. Ашкөздік. Әр екінші түні ол жұмысшыларды қайтарып жіберіп, жаңа көлігіне қазынаның бірнеше канистр соляркасын қиып алу үшін нысанда жалғыз қалатын. Дәл осы сәтте ол өте осал еді. Оған Асқар ерекше бірдеңе дайындады. Дархан қан мен сатқындықтың іргетасына жаңа өмір құрып жатыр ма? Ендеше ол өзі іргетастың бір бөлігіне айналады. Мәңгілікке. Үшінші объект. Учаскелік Зуханов. Ең күрделісі және ең қауіптісі. Ол билік өкілі болды, қару асынып жүрді және қауіпті сезетін хайуани түйсігі бар еді. Асқар оны барынша сақтықпен сақтай бақылады. Ол оның кезекшілік кестесін бөлімшеден үйіне дейінгі бағытын зерттеді. Бірақ оған ауыл ішінде шабуыл жасау тым қауіпті еді. Шешім өзі келді. Жұма күні кешке Зуханов үйіне қайтпады. Ол өзінің ескі нивасымен қала сыртына кетті. Батпақтың жағасындағы омашаланған, жақсы қошалған саяжайға. Көзін жоюға таптырмас орын, тыныш, адамсыз. Асқар түнді қамыстың арасында өткізіп, келу жолдарын зерттеді. Шынжырдағы иттің орналасуы мен артқа ауладағы бір өте маңызды бөлшекті байқады. Орасан зор ескі төкпе шұңқырдың ауыр шойын қақпағын. Бұл шен таққан қансорғыш Зуханов өмір бойы балшық пен адамын нәжісін ақтарып келген. Демек, оның өмірі дәл соның ішінде аяқталады. 3 жоспар дайын болды. Оның санасында ұсақ түйекке дейін есептелген 3 түрлі тұзақ. Қаһарсыз, өшпенділіксіз. Кек мұздай математикалық есеп қана. Енді тек қолайлы сәтті күту ғана қалды. Және ол сәт жақын қалған жұма күні туды. Тізімде бірінші Болат тұрды. Жұма, түнгі сағат 2. Кек мұржалардағы желдің өлі ғана бұзатын қою, тұтқыр ұйқыға батқан ауыл. Тайга сыраханасының есігін ығымен итеріп, Болат кіреберіске шықты. Ол сылқиямас еді. Арзан арақ, оның қанында абсолютті, шексіз жазасыздық сезіммен араласып өткен. Ол өзін осы әлемнің короліндей сезінді. Өзінің шие түстес шетелдік көлігін әзер оталдырып, бос көшелермен гүрілдете шауып өтіп, көлікті өз ауласының алдына тастай салды. Үйіне дейін 100 метрдей жер қалған. Тұтас дуал мен арамшөп басқан қаңыраған, жердің арасындағы тар әрі қараңғы соқпақпен жүру керек еді. Болат шайқалақтап, күртешесінің қалтасынан кілтін алмақ болып, мас күйінде өзіне өзі бірдеңе деп күбірлеп келе жатты. Ол құлағындағы қанның шуылынан басқа ештеңе көрмеді де, ескі қисайған дуалдан қараңғы, пішінсіз көлеңкенің бөлініп шыққанын байқаған жоқ. Ту сыртынан шыққан бірде-бір сыбдырды естімеді. Әскери бәтеңке дымқыл жерді мүлдем дыбыссыз басып келе жатты. Болат ақыры қалтасынан кілтін табу үшін тоқтай қалған сәтте, қараңғылықтан, бейне бір жоқ жерден пайда болғандай, тастай қаққандай берік, тығыз былғары, қолғап киген қол атып шықты. Ол оны артынан қысқыштай қалысырақ құшақтап, аузымен мұрнын өткір химиялық сұйықтық сіңген қатты шүберекпен тастай етіп басып қалды. Болат жұлқынып, шықпақ болып ыңырсыды. Оның көздері кенеттен билеген хайуани үрейден шарасынан шыға жаздады.
Ол бір-екі рет жұлқынды, бірақ оны құрсаулаған темір қысқыш рахымсыз еді. Хлороформның өткір, сәл тәттілеу иісі миына шауып, лезде ерік жігерін салданып тастады. Буынынан әлі кетіп, денесі босап қалды. Ол жабысқақ, тұншықтыратын қара түнекке құламас бұрын соңғы көргені, ойғының үстінен өзіне тіке қадала қараған, мұздай суық, мүлдем бос қос жанар еді. Көлеңке ес-түссіз жатқан денені жеңіл қағып алып, картоп салынған қап сияқты ойғына салды да, түнгі қараңғылыққа дыбыссыз сіңіп кетті. Ешкім ештеңе көрген жоқ. Ешкім ештеңе естімеді. Бүкіл ауыл үшін Болат жай ғана үйіне жетпеді. Ол із-түссіз жоғалып кетті. Болат шіріген сабанның, дымқыл жердің және егеу құйрықтардың өткір, қолқаны қабатын сасық иісінен есін жеді. Басы солқылдап, сынып бара жатқандай ауырды. Оның бірінші сезгені суық еді. Жерден ұрып тұрған, сүйектен өтетін мұздай суық. Ол қозғалмақ болды, бірақ қолынан келмеді. Қол аяғы артына қайырылып, қатты пластик қамытпен тастай байланғаны соншалық, білезігі мен тобығы жансыздана бастаған еді. Ол дымқыл, жабысқақ еденде қырынан жатыр. Айналасын қою қара түнек басқан. Оны тек бас жағындағы төрт бұрышты тесіктен түсіп тұрған айдың өлі, көмескі жарығы ғана сәл сейілтетін. Болат әзер дегенде жанарын бір нүктеге шоғырландырды. Ол жаңа қазылған қабірге ұқсайтын тар, қысыңқы жеркебеде жатыр екен. Сығымдалған саз қабырғалар жан-жағынан қысып тұрғандай. Бұл ауылдың ең шетіндегі қараусыз қалған сиыр қочыраның қираған орнының астындағы ескі жертөле еді. Кенет төбеде бірдеңе сыбдырлады. Жарық түскен төрт бұрышта қараңғы, жалпақ пішін пайда болды. Асқар. Болат әрмен қарай жорғалақ кетпек болып жұлқына бастады. Бірақ тек байлаулы аяғымен балшықта шарасыз тырналай берді. Ол айқайлау үшін аузын ашты, бірақ үрейден құрғап қалған тамағынан тек мүсәпір, қарлыққан ымырсу ғана шықты. Асқар тіс жармады. Ол кінәламады да, қоқан лоқы да көрсетпеді. Оның қимылында киттей де қаһар жоқ еді, тек салқынғанды, жүйелі жұмыс қана. Ол қасында тұрған сапер күрегін алып, тымқыл топырақты іліп алды да, оны төменге, шұңқырға гүрс еткізіп тастады. Алғашқы кесектер Болаттың аяғына түсті. Оның миына жетті. Оны өлтіргелі жатқан жоқ. Оны тірідей көмгелі жатыр еді. Жабысқақ, әрі тұла бойын билеген дүрбелең оның миына ұрды. Ол қармаққа түскен құрттай бұратыла жұлқынып, ыңырсуы шарасыз хайуани ұлуға ұласты. Ол бұратылып, кешірім сұрап айқайлауға тырысты. Балалық шақтарын есіне алды. Бірақ оның дауысы өзінің құлақ тұндыратын жүрек дүрсілі мен үстінен түсіп жатқан топырақтың гүрс-гүрс еткен дыбысына жытылып кетіп жатты. Асқар бір қалыпты, тоқтаусыз жұмыс істеді. Күрек артынан күрек. Топырақ байлаулы сатқынның алдымен аяғын, сосын белін, одан кейін кеудесін баяу, бірақ міндетті түрде көміп жатты. Болат мойнына дейін топыраққа көмілгенде Асқар тоқтады. Ол қалтасынан кішкентай қағаз түйіншекті шығарып, оны ашты да, ішіндегісін топырақ ішінде жанталасын жатқан Болаттың дәл төбесінен шашты. Егеу құйрықтарды улайтын күшті удың сұр жасыл түйіршіктері оның шашына, бетіне, үрейден ашылып қалған аузына түсті. Кек Асқардың үзік-үзік демалысы ғана бұзып тұрған үнсіздікте Болат кенеттен ақырын шиқылдаған дыбысты, сосын сыбдырды естіді. Қараңғылықта жер шұңқырдың қабырғаларында ондаған кішкентай аш, қызыл оттар жанды. Шудан оянып, удың өткір иісіне жиналған егеу құйрықтар індерінен шыға бастаған еді. Асқар шұңқырға соңғы күрек топырақты тастап, Болаттың басын толық жауып тастады да, кесікті ауыр ағаш тақтамен жауып тастады. Аш кеміргіштер жұлмалап жатқан тірідей көмілген сатқынның дүрбеленге түскен, жан түршігерлік, адам төзгісіз үрейге толы шыңғырған үні жердің керенінде мәңгілікке өшіп қалды. Асқар тағы бір минут тұрып, аяқ астындағы тұншыққан дыбыстарға құлақ түрді. Содан кейін үнсіз ғана күрегін иығына салып, түнгі қараңғылыққа сіңіп кетті. Сенбінің кеші құрмыс нысанын сұр, жабысқақ тұманмен тұмшалады.
Ауыл шетіндегі бітпей қалған 5 қабатты ғимарат бетон қабырғаларын аласа аспанға шаншып, тарихқа дейінгі құбыжықтың қаңқасындай зорайып тұрды. Жұмысшылар әлдеқашан үйлеріне қайтқан, тек тұрмыстық бөлменің дірілдеген жалғыз прожектор ғана қою қараңғылықта тілеп, оның ішінен сынған кірпіштердің үйіндісін, тот басқан бетон араластырғыштар мен ретсіз шашылған арматураларды жарыққа шығарып тұрды. Дархан өзін бұл жерде толыққанды қожайындай сезінетін. Қанды долларға сатып алынған жаңа былғары күртешесі тұрмыстық бөлмедегі шегеде ілулі тұр. Ал өзі ескі, май сіңген мақта күртешесін киіп алып, ауыр экскаватордың көлеңкесінде әуреленіп жатқан. Сол бір сұмдық түннен кейін оның бойын жайлаған ашкөздікте шек болмады. Оған Асқардың ұрланған мұрасы аздық етті. Ол кез келген бос жатқан дүниенің қасынан жай өтіп кете алмайтын. 10 литрлік канистрге шланг арқылы құйылып жатқан солярканың ақырын, бір қалыпты бүлкілі құрылыстың өлі үнсіздігін бұзған жалғыз дыбыс еді. Дархан қырғожалақ қолын майлы шүберекке сүрте отырып, ризашылықпен мырс етті. Ол бұл жанармайдан таныс жүргізушілер арқылы қанша пайда көретінін іште есептеп те қойған. Ол өзінің ешқашан ұсталмайтынына кәміл сенімді болды. Оның ойынша, Болат кезекті рет ішімдікке салынған, немесе қалада қыздармен көңіл көтеріп жүрген. Ал контузия алған Асқар оған нақты қауіп төндіру үшін қайғыдан тым езіліп кеткендей көрінетін. Ол ту сыртында бетон тақталардың иіндісі арасынан жылдам көлеңкенің сырғып өткенін естімеді. Оның әрбір қимылын мергендей дәлдікпен бақылап тұрған мұздай суық, есепті жанарды сезбеді. Желтек цемент шаңымен суып келе жатқан бетонның иісін ғана әкеліп тұрды. Дархан бойын тіктеп, рахаттана күрсінді де, омай олжадан дәмеленіп, келесі бос ыдысқа қол созды. Дәл осы сәтте, оның арқатысынан түнгі қараңғылықпен біте қайнасқан, ауыр, қиылған бейне дыбыссыз пайда болды. Соққы қысқа, құрғақ әрі кәсіби болды. Дәл шүйдеден тиді. Барлау мектебінде күзетшілерді дыбыссыз құлатуға қалай үйретсе, дәл солай. Дархан үшін әлем лезде тарылып, қара нүктеге айналды. Ол тіпті қолындағы канистрді де жіберіп үлгермеді. Ол тұншыға бүлкілдеп жерге құлап, жаңа бәтеңкесіне солярка төгілді. Ол өте ұзақ, азаппен есін жіді. Алдымен иіс сезу қабілеті оралды. Солярканың өткір иісін қопарылған дымқыл жермен суып қатып келе жатқан бетонның ауыр иісі алмастырды. Сосын желкесінде солқылдаған бәсең ауру сезімі пайда болды. Дархан көзін ашып, бірнеше секунд бойы жоғарға есеңгірей қарап жатты. Оның үстінде бірнеше метр биіктікте құрылыс кранның жебесімен қиылысқан көкпеңбек түнгі аспанның тар жолағы ғана көрініп тұрды. Ол болашақ көп қабатты үйдің негізгі іргетасы үшін қазылған терең, тар траншеяның түбінде жатыр екен. Тығыздалып қалған саз қабырғалар оның үстінен орасан зор табыттың ернеуіндей төніп тұрды. Айналада құрылыстың бос терезе ойықтарындағы желдің алыстағы өлі ғана бұзатын, өлі табиғи емес үнсіздік орнаған. Дархан орнынан кілт тұрмақ болды. Бірақ бүкіл денесі ауырсынумен жауап қатты. Ал аяғы ше? Аяғы жерге тамыр жайып кеткендей еді. Ол үрейлене төменге қарады да, тамағына өксік тығылды. Оның тобығы мен жізіншігі жай ғана байланбаған екен. Олар траншеяның түбінен шығып тұрған жуан болат арматураның қалың торына тура мағынасында өріліп тасталған болатын. Болат шыбықтар оның сүйектерін айналдыра, сондай бір сұмдық күшпен майыстырылғаны соншалық, металл етіне кіріп, қан айналымын тоқтатып тастаған еді. Кез келген қозғалыс болаттың болатқа үйкелген сықырлауымен және бұлшықеттерінің жан ұшырған шыңғырысымен қатар жүрді. Ол энтомологтың түйреуішіндегі жәндіктей тапжылмастай етіп бекітілген болатын. Дәл осы сәтте жоғарда траншеяның шетінде қараңғы бейне көрінді. Асқар түнгі аспан аясында үнсіз тұрды. Ал оның қолында бетон торабын басқару тетігі көмескіленіп жалтырап тұр еді. Траншея ернеуінің үстінен жылжымалы бетон араластырғыштың моторы гүрілдеді. Қаңыраған құрылыстың үнсіздігінде бұл ауыр әрі жантүршігерлік дыбыс оянған жыртқыштың ақыруында естілді. Асқар жарқабақтың дәл шетінде тұрды.
Оның көмескі ай сәулесі түскен бейнесі төмендегі арматура сияқты сұр болаттан құйылған монолиттей көрінді. Ол баяу, тіпті салтанатты түрде қолын беру тетігіне қойды. Бұл қимылда ешқандай жүйке жұғару байқалмады. Тек гангренаны кесіп тастағалы тұрған хирургтың мұздай сенімділігі ғана тұрды. Металл сылдырмен кетік орнынан қозғалды. Кең науадан жыланның ысылымен және тұншыққан шалпылдаған дыбыспен қою сұрмасса лақ етті. Бетонның алғашқы легі ауыр шалпумен траншияның қараңғылығына құлап, дарханның дәл бет алдына түбіне келіп соғылды. Мұздай, өткір қоймалжының шашарандылары оның терісіне қадалып, көзін бітеп тастады. Асқар! Асқар, бауырым, тоқтат! Дарханның даусы шыңғырған үнге ұласты. Не істеп жатырсың, Асқар? Біз бірге едік қой. Өзен басындағы кез есінде ме? Ауылдың жігіттерінен сені қалай қорғадым? Біз серт берген едік қой, Асқар. Бетон тоқтаусыз қиылып жатты. Мұздай, жабысқақ ауырлық арматурамен тастай құрсауланған оның табанын жұтып қойды да, баяу, сантиметр сайын тізесіне қарай көтеріле бастады. Дархан бұл сұр ажалдың оның денесінен жылуды қалай ығыстырып жатқанын, кішкене қозғалу мүмкіндігінен айырып, сүйектерін қалай қысып жатқанын сезді. Ол түнгі аспанға ортақ өткендерінің үзіктерін шашып, сөзінен шашалып жатты. Үшеуіне ортақ жалғыз темекінің дәмін, оттың иісін, бірге төбелескендерін және мәңгілік адалдыққа берген бала кезгі серттерін еске алды. Ол бәрін соңғы тиынына дейін қайтаруға уәде беріп қынсылады. Осы бір сұр тасқын тоқтаса болды. Бұл жерден көшіп кетуге, ізін суытуға ант етті. Асқар жоғардан төменге қарай көз ілместен қараттырды. Оның жанарында аяушылықтың да, шаттанудың да нышаны жоқ еді. Кек шексіз өлі шөл ғана тұрды. Ол берген серттерін ұмытпаған еді. Дәл осы серттердің аяққа тапталып, анасының қанына малынғаны үшін Дархан қазір ең ауыр құнды төлеп жатты. Бетон белге жеткенде Дарханның айқайы адам төзгісіз хайуани ұлуға ұласты. Қоспаның ауырлығы ішкі ағзаларын қысып, дем алуға мұрша бермеді. Сұр қоймалжың одан әрі жоғарылады. Кеудесі ығы. Дархан түнгі суық ауаны қармана жұтып, басын шалқайтты. Шектен шыққан жабайы үрейден оның көздері шарасынан шығып кетті. Қою масса иегіне жетпес бұрын, оның ең соңғы көргені жұлдызды аспан аясындағы бала кезгі досының қозғалсыз бейнесі еді. Асқар траншея тегіс сұр алаңға айналғанша тапжылмай тұрды. Дархан осы құрылыс іргетасының бір бөлшегіне айналып, өзі иемденгісі келген ғимараттың негізіне тірідей қаланып, өзінің ашкөздігі мен сатқындығының мәңгілік, үнсіз ескерткіші болып қала берді. Зұхановтың іші қыл ете түсті. Істің масырға шапқанын сезді. Талай мәйітті аттап өтіп үйренген ескі жедел уәкілдің кәсіби түйсігі енді өзіне қарсы жұмыс істеп, жабысқақ, сасық үрейге айналды. Болат таңертең де, күндіз де байланысқа шықпады. Шие түсті шетелдік көлігі қаңыраған жердің жанында есігі ашық күйінде табылды. Бірақ жігіттің өзінен ізі де қалмаған. Кешке қарай Дархан да үнсіз қалды. Құрмыс басынан тек бос канистрлер мен бетон шаңына баяу сіңіп жатқан солярка шалшығы ғана табылды. Қалалық бөлім сұрақтар қоя бастады. Бірақ Зұханов бұның милиция емес екенін іштей білді. Бұл сол. Кабинетінде өзі арсыздықпен бетіне күлген сол. Бір контузия алған жігіт. Енді сол күлкі тамағына ащы өксік болып кептелді. Зұханов ауылда түнді күтіп отырмады. Ол Нивасына қарғып мініп, артқа көрініс айнасына жалтақ-жалтақ қарай отырып, өзінің алыстағы саяжайына қарай тартты. Батпақтың дәл шетінде орналасқан, тікенек сым тартылған, биік дуалмен қоршалған тұтас ағаш үй. Бұл жерде артық көзден тасада ол өзін біршама қауіпсіз сезінетін. Бірақ ту сыртынан ауыр ысырма сарт етіп жабыла сала, қараусыз қалған үйдің үнсіздігі құлағына кез келген айқайдан бетер ауыр тие бастады. Бөлмеден шаң мен ескі қылқан жапырақтың иісі шығып тұрды. Учаскелік милиционер киімін шешпестен үстелге құлай кетті. Дірілдеген қолдарымен алдына 1 литрлік арақ шөлермегін қойды да, стақан іздеп әуре болмастан, тікелей шөлмектің аузынан бірнеше рет ауыр әрі өмешті күйдіретін жытым жасады. Алкоголь жеңілдік әкелмеді. Керісінше,
қорқынышты одан әрі сезілетіндей етіп, бұрыштардағы көлеңкелерді жасырынған жауларға айналдырды. Үстелдің үстінде, шөлмектің жанында оның табелдік Макаров тапаншасы жатты. Зұханов оның сабын қатты қысқаны соншалық, керлеген алақаны қарайтылған болаттың үстімен сырғып кетіп жатты. Саусағы үнемі шүртпеде тұрды. Еденнің әрбір сықырлауы, шатырға тиген бұтақтың әрбір соққысы оның тұла бойын дірілдетіп, тапаншаның ұңғысын жабық есікке қарай соқыр сезіммен кезенуге мәжбүр етті. «Ал кел, шешеннің қаншығы!» деп қарлыққан дауыспен бос кеңістікке айқайлап, ащы сұйықтықты жұта берді. «Менде оқ бар, менде заң бар. Бірақ ол заңның сол жақта, алдағы жалған істер салынған папкаларда қалғанын білетін. Ал мына жерде, қара батпақтар мен үлдевен желдім ортасында басқа заң үстемдік құрған. Асқардың соғыстан өзімен бірге әкелген заңы, қанға қан заңы. Және Зұқанов бұл заңның жабық қақпақтар арқылы оның желкесінен демалып тұрғанын сезінді. Түн ортасы саяжайда ауыр, бетеу көрпедей тұмшалады. Зұқановтың тек өзінің қарлыққан тынысы мен ауладағы шынжырлы иттің жанышыра өрген даусы ғана бұзатын мүлдем үнсіздікте отырды. Дуалдың артындағы дәу алабай қамыстың арасынан бөтенді сезіп, жұлқына тұншыға үріп жатты. Зұқанов үшін бұл үру оны өмірмен байланыстыратын жалғыз жіңішке жітті еді. Кенет үйде бірдеңе сырт етті. Төбедегі жалғыз көмескі шам жыпылықтап барып сөніп, бөлмені қою, қолмен ұстауға болатындай қара түнекке батырды. Жарықпен бірге ескі тоңазытқыштың әдеттегі гүрілі де жоғалды. Орнаған үнсіздікте даладағы иттің үргені пышақпен кесіп тастағандай кілт үзілді. Тек қысқа ғана тыншыққан қырыл мен балшыққа құлаған дененің ауыр, дымқыл шалтылы ғана естілді. Зұқанов Макаровын сүйектері ағарғанша тастай қысып қатып қалды. Жүрегі қапастағы құстай кеудесін соққылады. «Бұл кім?» деп айқайлады ол, бірақ дауысы бейшара шалдың жіңішке үніндей шықты. Ол көлікке жету, немесе батпақ жағасындағы қалың бұталардың арасына жасырыну үмітімен аулаға шығатын артқы есікті жұлқа тартты. Кіреберіске атып шыққан ол қараңғы тұман қабырғасы мен ғасырлық қарағайлардың көлеңкесінен басқа ештеңе көрмеді. Бірақ ол сезді. Ол осында. Ол дәл оның бетіне мұздай деммен үрлеп тұрғандай. Дүрбелең оның ақылының қалдығын түбегейлі өртеп жіберді. Зұқанов шашылған тақтайлар мен бау-бақша қоқыстарына сүріне отырып, артқа шегіне бастады. Оны ауланың артқы жағына, қалың таңқурай бұталарының артында шаруашылық қоралары басталатын жерге қарай ығыстырып әкелді. «Шық, мақлық, мен сені көріп тұрмын», деп шыңғырып жіберді де шүріппені басты. Оқтың гүрсілі түнгі үнсіздікті қақ жарды. Оқтың жарығы қараңғылықтан учаскелік милиционердің үрейден бұрмаланған бет әлпеті мен ағаштардың сұр дөңдерін бір сәтке жақыратып көрсетті. Зұқанов қайта-қайта оқ жаудырып, бос кеңістікке, көлеңкелерге, желдің сыбдырына оқ үстіне оқ атты. Гильзалар жерге сылдырлап түсіп жатты. Ал ол артында жұқа шіріген сабанмен жабылған керең төкпе шұңқырдың ашық аузы күтіп тұрғанын байқамастан шегіне берді. Зұқанов соңғы рет шүріппені басты. Түнгі үнсіздікте өлім үкіміндей құрғақ, мысқылдай сырқ еткен дыбыс шықты. Оқшам бос еді. Бүкіл ожау елес көлеңкелер мен жел шайқаған бұталарға атылып біткен. Учаскелік милиционер арқасынан мұздай кердім сорғалап ағып жатқанын, ал ауыр Макаровты ұстаған қолының ұсақ дірілдей бастағанын сезіп қатып қалды. Дәл осы секундта оның ту сыртындағы сұр тұман қабырғасынан бірде-бір сыбдырсыз Асқар өсіп шықты. Ол жүгірген жоқ, айқайламады және ауыр дем алмады. Ол жай ғана сол жерде болды. Суық, құтылмайтын ажалдың тірі бейнесіндей. Зұқанов айқайлап үлгерместен Асқар кәсіби, найзағайдай жылдам қимылмен оның білезігінен шап берді. Шынтақ тұсына тиген қысқа, дәл соққыдан тапанша сыңғыр етіп ұшып түсіп, қалың,
дымқыл шөптің арасына жоғалып кетті. Зұханов жұлқынып, қарсы соққы бермек болды. Бірақ Асқар бет әлпетін өзгертпестен, оның қолын артына қатты қайырып, учаскелік милиционерді дымқыл жерге етпетінен құлатты. Милиционердің білезігіне өзінің болат кісені металл сылдырымен сарт етіп жабылды. Асқар оны соңғы тісіне дейін қатты тартқаны соншалық, металл керіге батып, кез келген қозғалысты толықтай бұғаттап тастады. Асқар, тоқта, не істеп жатырсың, Асқар? Зұханов балшықпен өзінің дәрменсіздігіне тұншығып, ардагердің жанарын ұстауға тырысты. Мен капитанмын ғой. Бұл үшін ату жазасы екенін білесің ғой. Келісейікші. Мен саған барлық ақшаны берем. Істі басқаша бұрамын. Оның бәрін ана екеуі бастаған. Мен жай ғана қасында тұрдым. Асқар үнсіз қалды. Бұл мұздай, абсолютті үнсіздік Зұхановты кез келген соққыдан бетер езіп тастады. Ардагер милиционердің ауыр денесін формалы кителінің жағасынан қоқыс толы қаптай жылқа көтерді. Ол оны тайғақ шөппен, тікенекті таңқурай бұталары мен артқа ауладағы құрылыс қоқыстарының үстімен сүйреді. Зұхановтың бәтеңкесі жерді шарасыз сырып, керең іздер қалдырды. Ал оның формалы фуражкасы ауыр әскери бәтеңкенің астында тапталып, балшықта қала берді. Олар ескі шаруашылық қорасының жанында тоқтады. Мұрынды тұншығып қалған нәжіс пен шіріктің ауыр, жүрек айнытатын иісі ұрды. Бұл жерде қисайған қораның көлеңкесінде үлкен, терең төкпе шұңқырдың ашық аузы қарайып тұрды. Асқар үрейден ұлып жатқан милиционерді жерден гөктің тот басқан шеттері шығып тұрған дәл ернеуіне дейін сүйреп әкелді. Асқар оның аяқ астындағы қап-қара, сасық тұңғиыққа қарауына мүмкіндік беріп, қолын бір сәтке босатты. Учаскелік милиционер истерикаға беріліп, хайуани қорқыныштан бұрмаланған беті топырақ түстес болып кетті. Ол бірдеңе деп айқайлап, заңдар мен баттарды еске түсіруге тырысты. Бірақ Асқар кек сәл ғана алға ұмтылды. Кеудесінен итерген бір ғана қысқа, күшті соққымен ол милиционерді төменге жіберді. Ауыр, дымқыл шалқыл естілді. Зұханов жабысқақ, сасық қоймалжынға тұншығып, нәжістің ішінде жанталасты. Ол артына байланған қолдармен жылмағай қабырғалардан ұстауға тырысты. Бірақ саусақтары шарасыз сырғанай берді. Оның тұншыққан, бүркілдеген айқайы шұңқырдың бетон сақиналарынан жаңғырғып шықты. Асқар баяу еңкейіп, юктің ауыр шойын қақпағының шетін саусағымен ілді. Металдың тасқа үйкелген сықырлаған дыбысы бүкіл ауылға естілгендей болды. Қақпақ өз орнына түсіп, учаскелік Зұхановты тірілер әлемнен мәңгілікке кесіп тастады. Асқар оның мықтылығын тексеріп, үстіне шығып басты. Сөйтіп, батпақ жағасындағы саяжайда қайтадан үнсіздік орнады. Зұхановтың өзі жерлеген заң енді оны шойын тақтамен бір жола басып қалған еді. Суық, бозғылт күннің алғашқы сәулелері сұр тұманда әзер жарық өтіп жатқанда, Асқар кіреберіске шықты. Ауыл баяу оянып, алыстан әтештің шақырғаны естілді. Бірақ бұл жерде, шеткі көшеде орнаған өлі үнсіздікте, ескі алма ағашының бұтақтарынан қыраудың төгілген сыбдырына дейін анық естіліп тұрды. Ол бір кездері жөндеуді армандаған ағаш баспалдақтарға ауырсына отырды. Әскери қызметпен жақында ғана атқарған сұмдық жұмыстан күстенген қолдары тізесінде қимылсыз жатты. Саусақ сүйектеріндегі сыдырылған жерлер кеуіп, қарауытқан ауыр қабыршақтарға айналған. Ал күрек пен сүйменнің сабынан қанталағанша мүйізденген алақандары әдеттегідей бәсең ауырып тұрды. Оның саусақтары әлі де люктің шойын қақпағының суығын және қатып келе жатқан бетонның жабысқақ ауырлығын сезіп тұрғандай еді. Жаулардың жер бетінен көзі жойылды. Болат, Дархан, Зұханов. Олар бұл ауылда ешқашан болмағандай ізім ғайым жоғалып кетті. Әділеттілік куәгерлерсіз және хаттамаларсыз соғыс уақытының заңдары бойынша орнады. Бірақ Асқар кек туралы кітаптарда жазылатын жеңіс сезімін де, жеңілдікті де сезінбеді. Оның ішінде напалммен өртелгендей орасан зор бостықтан басқа ештеңе қалмаған еді. Шаң басылғаннан кейін майдан даласында жалғыз өзім атаусыз биіктікте қалғаныңды түсінген кезде болатын
сол бір бостық. Ол мейірім төгілген көз қиығында әжімі бар анасы енді ешқашан кірмейтін бос қақпаға қарап отырды. Кек ашчы дәрі болып шықты. Ол қанға деген шөлді қандырғанымен, суып қалған шаңыраққа жылулықты қайтара алмады. Ту сыртында қалған шаңырақ енді қорған емес, орасан зор мазардай көрінді. Еденнің әрбір сықырлаған дыбысы, бөлмедегі қапарық ауаның иісі, оның тауда тісімен қатып жүріп, аман қалуына себеп болған арман тілегінің түбегейлі талқандалғанын еске салттырды. Анасын қайта тірілте алмайды, ал кешегі достарының қанына малынған қолдары енді ешқашан бұрынғыдай таза болмайды. Кіреберіс есік сықырлап ашылғанда, Асқар ту сыртындағы ауаның дірілдеп кеткенін сезді. Үйден аяулым шықты. Үстінде жерлеу рәсімде киген сол баяғы қара пальто. Ал қолында бұрыштары мүжілген, олардың қираған өмірінің жұрнағы ғана сыйып кеткен ескі шабаданның тұтқасын пастай қысып алыпты. Асқар баспалдақтан баяу көтерілді. Оның жанары бір сәтке қыздың көзімен тиісті. Онда баяғы тұла бойды сал ететін ессіз үрей жоқ еді. Оның орнын үнсіз, түпсіз терең мұң басқан. Ол жігітке қорғаушы батырға қарағанда емес, осы бір тозақтың ең түбіне дейін бірге бөліскен тағдырлас адам ретінде қарады. Асқар ештеңе сұрамады. Бұл жерде сөздің бәрі артық еді. Олардың бәрі сол бір түнгі жалын мен құрылыстың мұздай бетонында өртеніп кеткен болатын. Асқар оған жай ғана жақындап, қыздың нәзік алақанын өзінің күстенген ауыр қолмен абайлап, өте жеңіл ғана жауып ұстады. Аяулым тартынбады. Ол осы бір ұстанымнан алға қарай қадам басудың жалғыз мағынасын тапқандай, жігіттің иығына қаттырақ паналады. Олар өздерінің отбасылық ұясына айнала алмаған, үйдің шегеленген терезелеріне бұрылып қарамастан қақпадан шығып кетті. Олар ауылдың бос көшелерімен, енді арзан әуен бақырамайтын сырахананың жанынан, Зұхановтың бос үстелінде кек ызғарлы жел ғана гулет тұрған милиция бөлімшесінің қасынан өтіп бара жатты. Қарғыс атқан ауыл қалың перделердің артынан көздермен шығарып салып, үнсіз қалды. Адамдар бұл жерде әлде бір сұмдық, әрі бұлтартпас жағдайдың болғанын іштей сезді. Бірақ ешкім далаға шығып, олардың жолын бөгеуге батылы бармады. Таңғы қою тұман тұмшалаған ескі бекетте, олар перронның шетінде, алысқа ұзаған темір жолға қарап тұрды. Алыстан тепловоздың оттай жанған көзі көрінгенде, Асқар жолғабының бауын түзеп, аяулымның қолын қаттырақ қысты. Олар өткеннің елестері қалған мазардан аулаққа, бағыты мүлдем белгісіз жаққа кетіп бара жатты. Алда ұзақ жол, және күл мен қанның арасынан жай ғана адам болып қалуға күш табудың ауыр да азапты талпынысы күтіп тұрған еді. Бұл хикая осымен аяқталды. Бірақ Асқардың іс-әрекеті туралы дау-дамай күні бүгінге дейін басылған емес. Қалай ойлайсыздар? Бұл кек алу ақтала ма? Әлде Асқар шектен шығып, өзі күрескен зұлымдықтың дәл өзіне айналды ма? Өз пікірлеріңізді төменде жазып қалдырыңыздар. Біз олардың әр қайсысын мұқият оқимыз. Егер бұл оқиға сізді әділдіктің құны мен обал сауап туралы ойлануға мәжбүр етсе, міндетті түрде лүпіл басып арнамызға тіркеліңіздер. Бұл жерде біз тұла бойды шымырлататын және өмірдің боямасыз шындығын көрсететін тарихтарды баяндаймыз. Өздерін жазаланбайтын, биік санайтындарды әділдік қуып жететін келесі бөлімді жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесі бейнебаянда кездескенше аман, сау